Армысыздар, құрметті біздің көрермендеріміз, қадірлі замандастар. Мінекей бүгін біздер Құран құпиялары атты рухани марафонымыздың 4-ші күніне қосылып отырмыз. Кеше айтылғандай, тағат ғибадат құлшылықтардың бәрін аяқтап болатын уақытта қосыламыз деп шешкен болатынбыз. Сондықтан жылдам қосылып жатқан оқырмандарымызға қош келдіңіздер дейміз. Міне осымен 4-ші күн біз әдеттегідей алдымен Құран тану дәрістері бойынша, одан кейін Құран және ғылым деген тақырыпта, соңынан Құран хикаялар деген тақырыпта 3 бөлімді әңгіме сұхбатымызды құрғалы отырмыз. Бұған дейін Құранның өзіне қатысты, Құранның түсу жинақталу тарихына, уахи болып келуіне қатысты, пайғамбарымыздың тарихына қатысты, аяттар мен сүрелерге қатысты көптеген мәселелерді қозғадық, олардың жинақталуына қатысты бірқатар нәрселерді сөз еттік. Құран және ғылым бөлімінде өздеріңіз білетіндей жердің жаратылысынан бастап, адам жаратылысына дейінгі талай ғылым дәлелдеген соңғы жаңалықтардың Құранда бар екендігін бәрін дәлелмен айтып көрсеттік. Тура сол секілді Құран хикаяларында да халықтың аузында жүрген, қазақ халқының аузында жүрген аңыздар, немесе жалпы көптеген ислами деректерде кеңінен баяндалып келе жатқан Құран хикаяларын бір шамасын айтып бердік өздеріңізге. Баршаңызға көп рахмет, амандасып, жақсы тілектеріңізді білдіріп отырсыздар. Енді сонымен біз бүгінгі сабағымызға кірісейік. Бүгін енді осыған дейінгі айтылған мәселелерді жалғастырамыз. Өткен жолы біздер Құран аяттарының ерекшелігіне біршама тоқталдық. Соның ішінде олардың ұзындықтарына, қалай аталатындарына тоқталдық. Аят пен сүренің жалпы атаулары мен ерекшеліктерінің бәрін атап өткен болатынбыз. Енді бүгін аяттардың түсу себептеріне қатысты біраз нәрсе айтайық. Осыған дейін де айтып өткенбіз, әртүрлі аяттар түрлі себептермен түскен деп. Әрине, міндетті түрде белгілі бір оқиғаға басқа байланысты себеппен емес, себепсіз де түскен аяттар болады. Жалпы өзі осылай екіге бөлінеді. Себепсіз түскен аяттар және себеппен түскен аяттар деп. Себепсіз делінетін себебі жалпы Алла Тағала бұл дінді адам баласын игілігі үшін жаратқандықтан, хақ пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламға беріп отырғандықтан, адамдарға жол жобаны көрсету, ислам шариғатын үйрету, соның ішінде құқықтық қатынастарды үйрету, сенім негіздерін үйрету мақсатында көптеген аяттар уахимен, Жебірейіл періште арқылы сол мақсаттың өзімен ғана түскен. Арнайы жер бетіндегі бір оқиғаға байланысты себеппен емес, сол о бастауындағы мақсатпен ғана түскен. Оларды себепсіз түскен аяттар деп айтады. Ал енді бір бөлігі нақты себеппен түскен. Сол себептерді біршама талдап өтейік. Өзі 2-3 бөлікке ғана топталады. Біреуі жаңа айтқанымыздай нақты себепке байланысты түскенде, болған оқиғаға байланысты түскендер. Қандай да бір оқиға орын алады, одан соң соған байланысты қандай да бір аят түсетін кездері болады. Ол оқиға маңызды, мәнді болған жағдайда. Мысалы, пайғамбарымызға жақын ағайындарыңа ескерт деп қиямет күні жайлы ескерту түскен кезде, пайғамбарымыз Сафа төбесіне шығып, өзінің сол маңайда енді сауда дүкендері бар, тағы басқа барлығы сол маңайда жүреді, сол маңайда жүрген бүкіл туыстарына хабарлайды. Бәрін шақырып, жинайды, айқайлап шақырады өздеріне. Сөйтеді, олардан сұрайды: егер мен сендерге жақын жерде мына таудың астында, мына төбенің астында дұшпан бар десем, сенесіңдер ме дейді. Я, сенеміз дейді бәрі. Өйткені сен осы күнге дейін бірде бір рет өтірік айтып көрген жоқсың деп. Пайғамбарымыз, өздеріңіз білесіздер, Мұхаммадул Амин, яғни сенімді Мұхаммед деген атпен танылған болатын. Оның ешқашан ешбір жағдайда өтірік айтпағандығына, адамды алдамайтынына бүкіл сол құрайыштықтар, тайпаластары кепіл болатын. Сондықтан солай деді. Сенеміз, өйткені сен бұған дейін ешқашан өтірік айтып көрген жоқсың деп. Сонда пайғамбарымыз уағыз насихатын айта бастайды. Ендеше мен сендерді ұлы Алланың алдына баратындарыңды айтып ескерткім келеді. Ертең қиямет күні орнайды. Сол үшін бір Аллаға ғана құлшылық етіңдер деп уағызын айта бастайды. Сол кезде пайғамбарымыздың тайпаластары өзінің ағайындарының бірі болатын Әбу Лахаб ауыр сөздер айтады. Құрып кеткір, бізді осыған бола шақырдың ба деп тас алып лақтыруға оқталады. Сонда сол кезеңде енді әрине басқа да адамдар бар. Ол жерде сол кезеңде пайғамбарымызға уахи болып Мәсәд сүресі түседі. Мәсәд сүресі бір жағынан Таббат сүресі деп те айтады. Алғашқы болсын басылатын жағына қарай айтады. Жаңа құрып кет деген сөзі бар ғой Әбу Лахабтың. Сол сөзін өзіне қайтарып, Алла Тағаланың тарапынан уахи түседі. Таббат яда Әби Лахаб табба ма агна анху ма касаб саяслан нара зати лахаб
вамраатуху хаммалатул хатаб фи жайдиха хаблун мин масад деп келетін осы масад сүресі деп аталады. Екінші аты таббат. Сол сүре сол уақытта уахи болып түседі. Ол соңғы қысқа сүрелердің қатарында, сондықтан онда бірнеше аят қана қамтылған қысқа сүре болып саналады. Оның мағынасы таббат яда әбі лахаб табба дегенде, таббат деген құрып кеткір, құрысын деген сияқты сөз. Әбу Лахабтың екі қолы құрыды да деді. Уа табба деген құрыды да деді. Ол сол сөз айтып болғанша, оған енді хақ тағаланың өзін белгілеген жазасы белгіленіп қойды деген мағынада ғой. Құрыды да деді. Таббат яда әбі лахаб табба мa'аnan хумалихум касаб. Оның малы да, істеген істері де өзіне пайда бермеді деді. Саяслан нара зати лахаб. Әбу Лахаб отқа кіреді, жалындаған отқа кіреді, тозақтың отқа кіреді деген сөз тұр ол жерде. Вамраатуху хаммалатул хатаб, әйелі отын көтеріп кіреді дейді. Тура сол отқа, жанып жатқан отқа отын көтеріп кіреді деді. Фи жидиха хаблун мин масад, оның мойнында өрілген арқан болады деді. Яғни мойнында арқандаулы болады, күйде болады деген ұғымда ғой. Олай деп әйеліне де қатысты түскені, Әбу Лахаб өзі пайғамбарымызға көп деген жамандықтар жасап жүрсе, ауыр сөздер айтып, тағы басқа әрекеттер жасап жүрсе, әйелі де пайғамбардың жүретін жолына тікен тастап қоятын бір жаман әдеті болған екен. Ол сол жай ғана былай сөзбен қарсы болмай, немесе оймен қарсы болмай, қолмен де сондай бір қиянат, жаман істер жасайтын кездерде болған. Сондықтан осының барлығын қамтыған бір өзі шап-шағын ғана сүре, бірақ нақты осы бір оқиғаға байланысты түседі. Пайғамбарымыздың сондай кезде, сол бір ауыр халінде, сондай күйінде, соған жұбаныш ретінде осындай бір сүре түскен екен, дем беру ретінде. Яғни бұл нақты оқиғаға байланысты түскен сүре немесе аят болып табылады. Бұл қысқа болғандықтан солай болып тұр, сүре болып тұр. Енді мысалға тағы бір, бұған дейін біз талай эфирімізде айтқанбыз, рух туралы сұралғанда пайғамбарымыздан соған берілген жауап. Бұл да нақты оқиғаға байланысты түскен. Бұл жерде екі түрлі оқиға айтылады. Біреуі құрайыштықтар мединалық еврейлерден сұрап барып рух туралы бізге бірдеңе беріңдер, біз пайғамбардан, яғни бір ақыл үйретіңдер. Пайғамбардан не деп сұраймыз, бірдеңе сұрайық деп сұрауға тырысқаны айтылады бір жерде. Ал енді көп айтылатын жері ол Абдуллах ибн Масғудпен бірге келе жатқанда Мединада, Мәдина қаласында, яғни еврейлердің бір топ еврейлер отырады да, пайғамбарымызды көрген сәтте пайғамбар деп айтылып жатқанын біледі ғой, енді ақырдан пайғамбар келді деген десті. Одан бір нәрсе сұрайық деді. Сонда өздеріне екінші біреулер айтып жатады, айқайлап сөйлесіп отырады. Арабтардың әдеті, еврейлерде сондай болса керек сірә, дауыстар естіліп жатады. Бір айтады, өздеріңе ұнамсыз бір нәрсе естіп қаларсыңдар, сұрамай-ақ қойыңдар деп. Сөйтсе үшінші біреуі жоқ, міндетті түрде сұраймыз деді да, жақындап келіп, біріншісі адам рух туралы сұраңдар деп айтқан екен. Жақындап келеді да, рух дегеніміз не деді пайғамбарымызға, төтесінен сондай сұрақ қояды. Сонда бұған дейін ондай сұрақ қойылмаған екен, яғни пайғамбарымызға ол жөнінде хақ тағаланың тарапынан білім берілмеген, басқа тараптан білім болуы мүмкін, пайғамбарымыздың мысалға бұрыннан естігендері болуы мүмкін, бірақ пайғамбар ешқашан біреуден естігеннің басқасын айтпайды, тек қана Алла тағаланың айтқан сөзін ғана айтады. Сондықтан сол сәтте пайғамбарымызға уахи келе бастайды. Пайғамбарымыз жаңа уахидің кезінде осыған дейін сан рет айтқанымыздай өзінше ерекше бір күйге түседі. Сондай күйдің басталғанын біледі да, бұл әңгімені айтып отырған Абдуллах ибн Масғуд айтады, мен оған уахи келіп жатқанын білдім де үнсіз тұрдым дейді. Уахидан айыққаннан кейін пайғамбарымыз айтты дейді. Құранның сүрелерін нақтылап тұрып оқып береді ғой. Олар сенен рух туралы сұрайды. Сен оларға рух Раббымның әмірінен де. Ол туралы сендерге аз білім берілді дейді. Аз білім берілді. Осы небәрі 3 аят қана рухқа қатысты осы бөлігі белгілі бір сүренің. Сонда нақты осы оқиға болып жатқанда соған қатысты осындай аяттар түседі. Демек, бұлар нақты себепке байланысты түскен аяттардың ішінде болған оқиғаға байланыстылары болады. Кейбір жағдайда пайғамбарымыздың сахабаларының ойы, қалауы, айтқан бір өтінішіне қатысты соны құптау ретінде, соған байланысты пайғамбарымыз ойланып қалады ғой, осылай еткен жөн бе, жөн емес пе деп. Сонда сол сөздерді құптау ретінде де түскен уахилар, уахир болып түскен аяттар бар екен. Мысалы, бірде Умар ибн Хаттаб, Умар сахаба ғой, Умар сахаба пайғамбарымызға Қағбаның жанында Ибрахим мақамы деген жері бар. Сол жерге қатысты айтады. Осы Ибрахим мақамын намаз оқу орны етіп алсаңыз қалай болады деп. Пайғамбарымыз әрине оған ойланып қалады. Енді міндетті түрде хақ тағаланың шешімін күтеді ғой. Сонда көп ұзамай
Ибрахим мақамын намаз орны етіп алыңдар деген сүре түскен екен. Осылай бір нақтылыққа байланысты да түскен дүниелер болады. Сол секілді тағы да бір қойылған сұрақтарға нақтырақ жауап беру үшін пайғамбарымыздың немесе болып жатқан талас тартысты нәрселерге дұрыс жауап беру үшін түскенде бір қатар аяттар болады. Мысалға, ансарлықтар дегенді ұғымды түсінетін шығарсыздар. Пайғамбарымыз 622 жылы Меккеден Мәдина қаласына көшті. Мәдина Ясриб деп аталған, ол жерде ол кезеңге шейін Ясриб. Бұл негізі көбірек басым бөлігінде иудей тайпалары, еврейлер мекендеген жер болатын. Кейінірек пайғамбар қаласы Мәдинатун Наби деп айтылды да. Сондықтан Мәдина деп қысқаша тілде Мәдина деп аталып кетті. Бір деректерде Медина деп аталуы да болды. Енді біздің әсіресе отандық жазбалар орыс тіліне негізделгендіктен Медина деп аталуы да болды. Негізі арабшасында Мәдина деп айтылады. Мәдинатун Наби болып, сонымен Мәдина қаласы деп аталып кетті. Пайғамбарымыз хиджраның 622 жылы сол Меккеден Мединаға көшті. Әрине Алла тағаланың өзінің бұйрығымен көшті. Өйткені меккелік мүшриктер, яғни әлі дінге келмегендер, олар бұрынғы пұтқа табыну дінінде қалғандар, пайғамбарымызға, оның жанындағыларға өте көп зәбір жапа көрсетіп, тек зәбір жапа көрсетіп қана қоймай, олармен сауданы басқан барлығын тоқтатып, олардың аш қалуына, олардың қажет заттарын ала алмай қалуына себеп болып, тіпті соңғы жағында тікелей пайғамбарымызды өлтіру үшін қастандық жасауға кіріскен де жағдай болған. Сондықтан ең соңғы осындай шекке жеткенде Алла тағаланың өзінің тапсыруымен, вахи келуімен пайғамбарымыз Меккеден Мәдинаға сапар шекті. Сөйтіп, 622 жылдан бастап, бұл қоныс аударуды хиджра жасау деп атайды. Сол кезеңнен бастап хиджра жыл санауы басталды. Яғни мұсылманша жыл санауы сол кезеңнен басталады. Оған дейінгіні милади деп айтады, мұсылманша айтқан кезде, яғни ол Иса пайғамбардың туған кезінен басталған. Кәдімгі сіз бен біздің осы күні тұтынып отырғанымыз, ол сол мұсылманшада милади жыл санауы дейді. Біздің жыл санауымыз бойынша деп сөйлейміз. Оны айтқанда тарихта, мысалға, осыған дейін сіздер мен біздер оқыған тарихта біздің жыл санауымыз бойынша пәленші ғасыр деп сөйлейтін едік. Сонымен Мәдинаға келгеннен соң Мәдинадағы пайғамбарымызды қарсы алып көмектескен арабта тайпалары болды. Сосын жаңағы біршама бұрыннан қоныстанған еврейлер де болды, көмектеспесе де қарсы болмай, қоныстануына қарсы болмаған деген сияқты. Сонымен сол пайғамбарымызға көмектескен араб тайпалары, көмектесушілер, яғни ансарлар деп аталған. Ал пайғамбарымызбен бірге көшкендер мұхажирлер, хиджра жасаушылар, яғни көшіп келушілер деп аталған. Сонымен сол ансарлар, енді олар қиын күндерде пайғамбарымызға көмектескендіктен, олардың көпшілігі дұрыс тілеулі адам болғандықтан, әрине пайғамбарымыздың да, оның жанындағыларында оған көзқарасы оң болды. Бірақ енді ансарлар да адамдар, олардың да арасында түрлі жандары бар дегендей, солардың ішінде Тағма ибн Убайриқ деген бір кісі, біреуі өзінің ағасының сауытына көзі түсіп жүреді да, қатты қызығып жүреді да, соны енді пендешілік қойып, ұрлап алады да, оны кейін ағасы іздегенде бір еврейге жаба салады. Сол жердегі бір еврейге, Мәдинада тұратын бір еврейге жаба салады. Содан енді еврей келіп, бұлардың бас иесі енді пайғамбар ғой деп, пайғамбарға келіп шағымданады ғой. Шағымданғанда ренжіп, дауыс көтеріп, маған жала жабылып жатыр осылай деп. Ал енді оның алдында жаңағы Тағма ибн Убайриқтың жақтастары келіп айтады: бұл нәрсені шынымен-ақ еврей алды, сауытты еврей ұрлады. Біздің оған ешқандай күмәніміз жоқ. Біздің Тағма ол дұрыс жолдағы адам деп, біздің бауырымызды ақтырып беріңіз еврейлердің алдында деп, солай деп ант су ішеді. Одан соң әрине пайғамбарымыз оларға сенеді. Сондықтан еврей келген кезде оған Тағманы жақтап сөз сөйледі. Бірақ осыдан соң көп ұзамай Алла тағаланың тарапынан уахи келіп аят түседі. Сол жерде айтылып көрсетіледі: сен ешқандай жағдайда қаралаушыларға болысушы болма деді. Олардың жасырғанын, адамнан жасырғанын Алла тағала көріп тұр деді. Алла тағала көріп тұр деді. Яғни жаңағы бұл жерде астарлап, Алланы адамнан жасырса да Алладан жасыра алмайды деп астарлап жаңағы болған оқиғаны айтады. Сөйтіп, жалпы мәтіні өзі кішкене ұзақтау аят, мәтінінде Алла тағала саған білмегеніңді білдірді, хикмет пен Құранды берді деп пайғамбарымызға, яғни осы арқылы жаңағы ансарлық Тағма ибн Убайриқтың жалған айтқанын, еврейдің жаладан нақақ азат екенін осылай түсіндіреді. Сонымен әрине пайғамбарымыз еврейді шақырып дұрыс үкімін береді соңында. Бұл жерде тағы бір нәрсені еске алу керек. Бұдан кейін де бір-екі мысал келтіреміз. Ол жерде одан сайын бұл қуаттала түседі. Өткен жолда айтқанбыз,
Пайғамбарымыз өзі де үнемі айтып отырған, мен де сендер сияқты қарапайым адаммын, менің де ой пікірімде қателесуі мүмкін, дұрыс болуы да мүмкін, бұрыс болуы да мүмкін, бірақ мен Алла тағаланың тарапынан деп бір сөз айтсам, ешқашан өтірік айтпаймын деді. Барлық уақытта дұрыстықты ғана айтамын деді. Еш нәрсені араластырмаймын Алла тағаланың сөзіне деді. Ал адам ретінде ойлағандарында қателік болуы мүмкін деп. Кеше де айтқанымыз, тағы да айтқымыз еді, егер палашу деген нәрсе, көріп келдік деген нәрсе, алдын ала болжап отыру деген нәрсе жақсы нәрсе болса, оны Алла тағала адамзаттың абзалы пайғамбарымызға берер еді. Ол жақсы нәрсе болмағандықтан, ол Құдайдан бұрын сөйлеу болғандықтан, ол иманға қатысы жоқ, иманға жатпайтын дүние болғандықтан, Аллаға күмәндану, Аллаға серік қосу іспетті, Алладан бұрын тағдырды болжаудау іспетті дүние болғандықтан, пайғамбарымызға ондай нәрсе берілген жоқ. Пайғамбарымыз еш нәрсені алдын ала біліп отырған жоқ. Алла тағала білдірген нәрселерді білді. Яғни мынау осыған дейін де айтқанымыздай, уахи ретінде келген нәрселерді, басқа да нақты Жебірейіл періште арқылы берілгендерді, бұл білімдерді білді. Ал енді Алла тағала білдірмеген нәрселерді қарапайым адами қарым-қатынаста, басқаларда ол пайғамбарымыз да өзінің адами болмысымен іс-әрекет жасаған. Соның ішінде жаңағы секілді нақты маңызы бар нәрселер болса, ол жерде пайғамбарымыз дұрыс шешімге келмеген болса, яғни адамдарға сенгендіктен, иланғандықтан дұрыс шешімге келмеген жағдайлары болса, ол сол уахилер арқылы дұрысталып отырды. Мысалы, тағы мынадай бір жағдай бар. Арабтарда жахилия дәуір деп айтады ғой олар, яғни исламға дейінгі дәуірді олар өздері надандық дәуірі деп атайды, кейін солай сөйлеу қалыптасқан. Сол жахилия дәуірінде болған көптеген өздерінің бір салттары, яғни сол кездерде өмір болған салттары бар еді. Соның ішінде зихар ету деген салт болған. Ол салт бойынша, ол талақтың бір түрі болғанда, былайша айтқанда, егер ер адам әйеліне сенің арқаң менің анамның арқасына ұқсайды екен десе, болды, талақ беру керек. Болды, бітті, олар ажырасу керек деген нәрсе болғанда, яғни болды, бұл талақтың сөзі іспетті қабылданған исламға дейінгі арабтарда. Пайғамбарымыздың кезінде енді осы Мәдина, осы дәуір жүріп жатқан пайғамбарымыздың уахи келіп жатқан кезеңінде, сол дәуірде бір әйел адам келіп пайғамбарымызға айтады: уа Расулаллах деді, маған жолдасым зихар берді деп айтады да. Онда ол жерде енді былай болады, ол айтады, яғни сенің арқаң менің анамның арқасы сияқты деген сөзді маған айтты деді ол әйел. Сосын енді бұған дейін пайғамбарымызға оның үкімі келмеген. Бұған дейін Алла тағала тарапынан оған қатысты ешқандай да бір уахи түсірілген жоқ. Сондықтан пайғамбарымыз да өзінің жүрген ортасына қарай пайымдады. Оған дейін соның барлығы сондай сөз айтылса болды, ол ажырасудың белгісі, ажырасу үкімі беріледі. Олар бір-біріне жат деген нәрсе болды. Пайғамбарымыз да соны айтады. Онда сен оған харам болдың дейді. Яғни енді болды, екеуің бір-біріңе адал жұп емессіңдер, енді болды, ажырасуларың керек деген сияқты. Сонда әйел айтады: соншама жыл біз бірге өмір сүрдік дейді, балаларымыз бар, балаларымыз есейді дейді, енді сол бір-ақ ауыз сөзге ажырасамыз ба деген іспетті сөздер айтады әйел. Бұл Муджадала сүресінде айтады. Муджадала деген өзі талас тартыс. Сөйтіп әйел біраз тартысты ойлар қозғайды. Соның артынша пайғамбарымызға сол сәтте уахи келе бастайды. Айша анамыз ол кезде қасында болады, пайғамбардың жарақатын таңып тұрған болады да, уахи келе бастаған байқайды да, ол да тыныш тұрады, әйелге де ымдайды, тыныш тұра тұрыңыз деп. Сонда пайғамбарымызға уахи келіп, жаңағы зихар үкіміне қатысты толыққанды кәдімгідей шешім түседі. Ол жерде айтылады: әйелін жаңағы зихар еткендер дейді, олардың әйелдері олардың аналары емес дейді. Олардың аналары өзін тапқандар ғана дейді. Шындығында олар теріс, өтірік сөз сөйлейді дейді. Қысқасы, ол дұрыс емес сөз дегені ғой. Сол зихар еткен адамдар дейді, егер қайтадан райынан қайтса дейді, яғни әйелімен қосылуды қаласа, онда әйелмен қосылмастан бұрын екеуі бір құл азат ету керек дейді. Сөйтіп, Алла тағаланың кешірімі мол деп, осы сүреде білмегенді білдіруші Алла тағала деп, осы нәрселердің барлығы айтылып жұпталады. Сөйтіп, зихардың үкімі түседі, бір сөзбен айтқанда. Бұған дейін болмаған, олай пайғамбарымыздың алдына ешкім келген емес, бірінші рет кездесіп отырған жағдай жахилия дәуіріндегі салт еді. Енді исламда оның үкімі қалай, шешімі қалай дегенде, пайғамбарымызға осындай уахи келіп, осындай үкім шешім келеді. Сол кезден бастап оның үкімі осылайша нақты белгіленеді. Бір ескеретін нәрсе, кейбір ауыр, қиындау істерге келген кезде исламда
Ол үшін деп оны жүзеге асырмастан бұрын бір құл азат ету керек деген нәрсе көп айтылады. Одан соң кейбір өте сауапты істер атқарғанда мұндай нәрсені жасаған адамға немесе мына дұғаны осынша рет оқыған адамға 10 құл азат еткеннің сауабы беріледі деген секілді бұл нәрсе көп айтылады. Өйткені азаттық, бостандық деген нәрсе исламда өте қатты құрметтелген. Мүмкіндік болғанынша адамға, дұрыс адамдарға азаттық алып беру жағы жиі дәріптелген. Сонымен міне осындай жағдайлармен нақты себептерге түскен уақиғаларды айтуға болады. Тағы бір-екі мысал келтіріп көрейік осыларға қатысты. Осының ішінде жаңа айтқан мәселемізді сәл таратып айтайық. Егер көріп келдік деген нәрсе, көріп келдік жақсы нәрсе болса, пайғамбарымызға берілер еді дедік қой. Бір кездері, Иса пайғамбарға мұғжиза ретінде адамдар оның дініне илану үшін, яғни ол да Алла Тағаланың тарапынан келген хақ дін еді ғой, соған илану үшін мұғжиза, яғни көрсетілетін бір Алла тарапынан келген керемет ретінде оған адамдардың жай күйін, үйінде не ішіп жегендерін, не жасырып қойғанын деген сияқты білетін білім берілді. Алла Тағаланың тарапынан сондай білім берілді. Ол да тек қана мұғжиза ретінде берілді. Басқа да мысалға алапесті жазған, өлген адамды тірілткен мұғжизалар да болды Иса пайғамбардың. Ал енді біздің пайғамбарымызға берілген мұғжиза айды бөлу мұғжизасы. Оны білетін шығарсыздар, немесе ол туралы да ертең айтармыз. Бұл да өзі ғаламның жаратылыс кереметтерінің қатарына жатады негізі. Ғылым дәлелдеген шындық бұл жерде де бар. Пайғамбарымыздың айды бөлгенін ғылым дәлелдеп те шыққан осы күндері айдың құрылысына қарап. Сонымен мына жерде тағы да айтылатын нәрсе, өте көп біз мәлімет береміз, көріп келдіктің қандай жолдармен жасалатыны жайында. Оның ішінде шайтанның сыбырлауы деген ол бұрыннан бар нәрсе, жындардың сыбырлауы деген бар нәрсе, көріп келдерге сыбырлайтыны, айтатыны ол да бар. Оған Құранда бірнеше жерде айғақ бар. Сондықтан сендерді өзара талас тартысқа түсіру үшін шайтан өз жақтастарына, сыбайластарына сыбырлайды дейді. Ол жерде сыбайлас ретінде оның адамның да шайтаны жүр, адамдар да жүр оның ішінде дегендей сыбырлайды дейді. Оларға илансаңдар, онда Аллаға серік қосушылардан боласыңдар деп келетін ескерту мәніндегі бірнеше аяттар бар. Шайтан көңіліне салады, шайтан сыбырлайды, шайтан уәсуәса жасайды деген секілді нәрселер үнемі айтылып отырады. Сосын осы жалпы мынадан бергі айтылып отырған нәрседен түйетін бір нәрсе, пайғамбарымыздың ешбір іс, Құранда айтылғандай, ешбір іс сенің еркіңде емес дейді пайғамбарымызға. Алла Тағала өзі шешім қабылдайды. Яғни залымдарды жазаласа да, немесе қандай да бір себептерге байланысты кешірім берсе де, Алла Тағала өзі біледі деген мазмұнда Құранда бірнеше аяттар келеді. Яғни пайғамбарымызда адамзаттың асылы болғанмен, ол да бәрібір шешім қабылдаушы, үкім шығарушы дәрежесіне ие емес, үкім шығаратын, шешім қабылдайтын тек қана Алла Тағала. Ал пайғамбарымыз оның сөздерін жеткізуші, елші міндетін атқарушы, адамзатқа сондай үгіт насихатты беруші ретінде суреттеледі. Пайғамбарымыз өзі де үнемі осыны айтады. Мен де сендер секілді қарапайым адаммын деп жоғарыда айтқаны да сол. Бірақ Алла Тағала тарапынан келген сөз айтсам, ол жерде ешқандай бұрмалау жоқ деп айтатыны сондықтан. Жалпы осылай. Одан кейін тағы бір нәрсені айтайықшы, әйелдерге қатысты. Біздің оқырмандарымыздың басым бөлігі әйелдер болғандықтан осы нәрсе қызықты болатын шығар. Әйел сахабалар да болған. Сахабалардың ішінде енді әйел сахабалар болғандықтан қала берді сахабалардың жұбайлары, олар да пайғамбарымыздың сөзін тыңдап, уағыз насихатын тыңдап жүргендіктен, пайғамбарымызбен бірге Меккеден Мәдинаға көшкендіктен, хижра жасағандықтан, кейбір тіпті жорықтарға қатысқан әйел сахабалар болғандықтан, жалпы әйел сахабалар туралы бір жосын өз алдына хикаялар бар, бір жосын жазылған дүниелер бар, зерттеулер де бәрі бар. Солардың ішінде Умму Салама деген әйел сахаба пайғамбарымызға айтады: "Уа Расулаллах", деді, "мен Алла Тағаланың хижра жасаған, яғни Меккеден Мәдинаға көшкен әйелдер туралы айтқан естімедім" дейді. Яғни оған қатысты қандай да бір уақи келгенін естімедім дейді. Осыдан кейін көп ұзамай тура сол мәселеге қатысты уақи келеді. Жалпы әйелдерге қатысты бірнеше уақи түскен өзі. Соның ішінде бұл негізі әйелдерге қатысты Ниса сүресінде кездеседі, одан соң Бақара сүресінде кездеседі. Сонда жаңағы тура айтылған сөзге байланысты айтылады: Алла Тағала дейді, еркектерінде, әйелдерінде ешбірінің іс әкелетін амалдарын зая кетірмейді дейді. Барлығына да өзінің, яғни тиісті сауабын, тиісті өзінің нығметін береді деген ұғымда, жарылқауын береді деп.
делінеді. Соның ішінде ары қарай таратылып айтылады да. Соның ішінде қоныс аударғандардың, Алла жолында қиындық көргендердің дейді. Алла жолында қиындық көргендер, зардап шеккендердің сауаптары өздеріне қайтарылады дейді. Сол секілді көптеген жерде, Құранның көптеген жерінде Алла тағала әйелдердің де, ерлердің де жасаған құлшылықтарын зая кетірмейді, немесе қабыл алады, жасаған жақсы амалдарын қабыл алады, немесе берген садақаларын қабыл алады деген секілді ерлер мен әйелдерді үнемі қатар қойып айту деген нәрсе бар. Бір-біріңненсіңдер деп келеді бір аятта, жаңағы аяттың соңғы жағында. Сонда бір-біріңненсіңдер дегенді, ол жерде ислам ғұламалары араб сөздерін енді екшеп талдайды ғой. Сөйте отырып, бұл жерде бірінен бірің жаралдың деген мағынада емес, бірдейсіңдер, теңсіңдер деген мағынада айтқан дейді. Енді Алланың алдында амалдарың жөнінен, құлшылықтарың жөнінен, берген садақаларың жөнінен ол жағынан теңсіңдер, ешкімді кемітілмейді деген ұғымда деп айтады. Осындай дүниелер бар. Ахсаб сүресінде де әйелдер туралы айтылады. Ниса сүресінде көп айтылады. Өткен жолда айттық. Ниса деген сөздің өзі әйелдер деген ұғымда ғой. Оның солай аталған себебі әйелдерге қатысты көптеген құқықтық нормалар сол жерде кездескен. Енді мұны осымен қоя тұрайық та. Қазірдің өзінде 25 минут болыпты. Ертең меккелік және мединалық сүрелер туралы айтармыз. Тағы да кішігірім талдаулар жасармыз. Насх және мансух сүрелер туралы да ертең айтайық. Енді өзіміздің бүгінгі әңгімеміздің екінші бөліміне көшейік. Құран хикаяларынан біраз хабардар етейік. Айтпақшы, біз одан бұрын Құран және ғылым деген мәселені айтатын едік. Яғни ғылым, қазіргі ғылым дәлелдеген Құрандағы көптеген оқиғаларды, Құранда баяндалып айтылып кеткен нәрселерді айтатын едік. Өткен жолдары біз жаратылысқа қатысты көп нәрсені айттық. Жердің жаралуына қатысты, соның ішінде кәдімгі ғалымдар енді ғана теориясын шығарып жасаған, осы соңғы кезеңдерде ғана үлкен жарылыс теориясы, ғаламның жоқтан пайда болуы, үлкен жарылыстың нәтижесінде пайда болуы деген нәрсенің бәрі Құранда сонау 14 ғасыр бұрын жазылып қойғандығын біз өткен жолы айтып, дәлелдерді барлығын келтіріп көрсеткенбіз. Қала берді, 7 қат көк дегенді де кешегі күні жақсылап тұрып талдап түсіндіріп бердік. Одан соң аспан қақпасы деген ұғымды түсіндірдік. Аспандағы жолдар деген ұғымды түсіндірдік. Ай, күн, жердің бәрінің айналуы, галактиканың қозғалыс жылдамдығы барлығы осының бәрі Құранда суреттелген түгел айтқанбыз. Және сіздердің сұрақтарыңызға жауап бере отырып, кешегі күні біздер адамның жаратылысына қатысты да біраз нәрсені айттық. Адам баласы құрсақта жатқанда қандай жаралу кезеңдерінен өтеді, алдымен не жаралады, одан соң не жаралады, кезек-кезегімен оны да біз айтып үлгердік. Енді осы нәрсені тағы бір жалғастырайық. 7 қат көк, 7 қат жер деген ұғым бар қазақта. Ол тегіннен тегін шыққан емес, ол да сол Құран аяттарына сүйене отырып шыққан дүние. Бірнеше жерде Құран аяттарында самауат, яғни 7 қат көк деген үнемі айтылады. Жалпама самауат, көктер деген ұғымда айтылады. Соның ішінде бір сүреде 7 қат көк, Алла тағала 7 қат көкті жаратты және тура солардай етіп жерді жаратты дейді. Солардай етіп, мислахунна деп айтылады да, солардай етіп деп айтады. Сондықтан бұл жерде ғалымдар бір ауыздан 7 қат жер деп айтып тұр дейді. Солардай етіп дегені 7 қат жерді айтып тұр дейді. Сонымен қоса, пайғамбарымыздың бірнеше хадисінде 7 қат жер деген ұғым кездеседі. Мысалы, жерге таласқан адамдар, соның ішінде жерді өзіне артығырақ өлшеп алғандар, яғни нахақ біреудің малын тартып, жерін тартып дегендей, өзіне артығырақ өлшеп алғандар туралы айтқанда пайғамбарымыз айтады. Сол артық алған жер, яғни біреудің ақысын алған, біреудің ақысы болып саналатын жерді алған адамдардың дейді, қияметтің күнінде сол жер өзінің 7 қабатымен мойнында тұрады деп айтады. 7 қабатымен бірге деп. Солай пайғамбарымыздың хадисінде 2 рет 7 қат жер деген ұғым кездеседі. Ал енді қазіргі ғылымда дәлелдей келіп, баяғы 3 қабат, 4 қабат дегеннің бәрін сыпырып тастап, қазір жер де 7 қабат деп нақтылады. Жер 7 қабаттан тұрады. Сіз бен біздің бала кезімізде біздің білетініміз гидросфера еді. Жердің беткі қабаты су, су. Бәріміз географиядан оқыдық қой. Соны айтатынымыз, айтылатын одан соң литосфера дейтін жер қыртысы дегенді литосфера деп айтатын. Одан соң мантия және ядро деп сонымен ғана шектелетін. Қазір оның барлығының өзінің шектерінде де басқа қабаттардың бар екені анықталды. Сонымен қазір жеке 7 қабатқа бөлінеді. Бір тобы гидросфераны бір қабат ретінде алады, бір тобы гидросфераны қабат ретінде алмайды, оның орнына Д қабаты деген бөлек қабатты айтады жердің ішіндегі. Жалпы гидросфераны, яғни суларды жердің бір қабаты деп алудың да ешқандай әбестігі жоқ. Өйткені өздеріңіз білесіздер, кейбір мұхиттардың тереңдігі өте терең болатын сонша, қателеспесек, ұмытпасақ, бәріміз енді қанша жыл бұдан 30-35 жыл бұрын жаттаған нәрсеміз еді ғой.
географиядан. Тынық мұхиттағы ең терең шұңғыма Мариан шұңғымасы еді. Оның тереңдігі 11.023 километр еді. Егер ұмытпасақ, 11.023 километр еді. Ал қарасаңыз, 11.023 километр тереңдік деген сөз жер қыртысының біраз жерін қамтып кетті деген сөз ғой. Мұхит түбінде де тұтастай әлем бар екені белгілі. Сондықтан гидросфераны да жердің бір қабаты деп санаған ғалымдар да қателеспейді. Сонымен гидросфера бір қабат, литосфера, яғни жердің сыртқы қыртысы бір қабат. Сол сыртқы қыртыс дегеннің өзі бірнеше жүздеген километрлерге кетеді ғой болса да. Одан кейін қазір астеносфера деп айтады. Бір қабат, литосферадан кейінгі қабат. Содан кейін енді ары қарай баяғы біз айтатын мантия мен ядроның өзде бірнеше қабатқа бөлінетін болды. Сыртқы мантия, ішкі мантия немесе жаңағы сұйық мантия делінеді. Сыртқы ядро, ішкі ядро делінеді. Сөйтіп осы тұрсынның өзінде 7 қат жер бөлік деп аталады. Ал енді жаңағы гидросфераны қоспайтындар мантия мен ядроның арасында Д қабаты дейтін бөлек қабат бар еді. Бұл қабаттардың неге байланысты шығарады? Солардың тура сол қабаттарда көбірек орналасқан химиялық элементтерге немесе сол қабаттарда жүретін механикалық процестерге байланысты солай айтқан, солай бөлген. Бостан босқа бөле салмайды, әрине тереңдігіне қарап бөле салмайды. Жаңағыдай химиялық құрамына, басқасына қарап бөледі. Енді ең соңғы жердің ядросына шейін жетіп қойған бізде ешқандай құрал жоқ. Бір бөлігі әрине болжамдау, ғылыми болжам ретінде келтіріледі. Бірақ енді бір бөлігі әрине толыққанды зерттелді. Қазіргі жаңа құралдардың арқасында сонымен ақырында ғылымда жердің 7 қабаттан тұратынын дәлелдеп шықты. Енді одан басқа бәріміз өте жақсы білетін қарапайым фактілер бар. Қарапайым нәрселер. Жер бетінде неше миллиард адам өмір сүріп жатса, өмір сүріп кеткен болса, біреуінің саусағының іздері бір-біріне ұқсамайды екен. Кәдімгі ДНК-сы бір, егіздердің өзінің саусақ іздері бір-біріне ұқсамайды. Сондықтан мұны табиғи төлқұжат деп бекер айтпайды. Содан кейін бұл енді өлгенше бір ерекшелік өзгермейді, және адамның осы саусағының таңбасы іздері құрсақта жатқан кезде пайда болады екен. Құрсақта жатқанда қалыптасады екен да, өмір бақи ешқашан өзгермейді екен. Бұл мәселені енді Құранда болса да, анау жаратылысқа қатысты өткенде айтып қойдық, қандай жолдардан өтіп қалыптасатынын. Соның ішінде адам баласын тірілтетін, қайта тірілтетін жөнінде айтқан аяттарда, Алла тағаланың тарапынан айтылған аяттарда, біз оларды тіпті саусақтарының ұшына дейін түгел қайта жаратамыз деді ғой. Саусақтарының ұшына дейін деп айтады. Сонда оның да үлкен мәні бар екенін білдіргеннің бір жолы сол. Бүкіл ет сүйектерін қайта тірілтеміз, сонша саусақтарының ұштарына дейін қайта жаратамыз дейді. Бұл ештеңе емес. Бұған қоса мысалға 1000 миллиард осы уақытқа шейін қар түйіршіктер түскен болса, жер бетіне қар жауған болса, одан басқа да миллиардтаған, бұған дейін де болған, бұдан кейін де болып жатыр. Қаншама мүмкін болғанынша қар түйіршіктерін ғалымдар алып зерттеген. Біреуі бір-біріне ұқсамаған. Жай ғана аспаннан түсіп жатқан қар түйіршіктерінің өзі де ешқайсысы бір-біріне мүлде ұқсамаған. Осы секілді көптеген ғибрат нәрселер бар, білесіздер. Енді ең қызығы нәрсе адамның өзін жаратылысы. Ақыры осы кезеңге келіп, осынша 21 ғасырдың ортасына келіп, 21 ғасырдың ортасы емес, басындамыз ғой енді. Алғашқы ширегін өткеруге жақын қалдық мінекей. Сол ең соңғы ғылыми жетістіктердің арқасында ғана адам баласының денесіндегі жалпы адам баласының денесінің құрамы балшықпен бірдей екені анықталды. Қысқасы, адам баласының балшықтан жаратылғаны ғылыми түрде дәлелденді десе болады. Ол қалай? Ол енді оны жасаған кезде басқасында тұрған ешкім жоқ, тек қана діни аңыздардан, діни хикаялардан білеміз. Ал бірақ адамның денесінің ткандері толыққанды зерттелді. Адам денесінде 26 түрлі химиялық элемент кездесетіні анықталды. Сол элементтердің ішінде ең көп кездесетіні 6-ауы, олар 95%-ын құрайды екен. Адам денесінің баяғы көміртегі, сутегі, оттегі, күкірт, фосфор деген сияқтылар. Одан кейін бұлардың 95%-ын құрап отырып, тура осы құрамды таза балшықпен салыстырып зерттеген. Басқа сырттан жат химиялық элементтер араластырылмаған таза балшықпен салыстырып зерттегенде, тура сол балшықтың құрамында 95% дәл осы элементтер бар болып шыққан. Адам клеткасының ткандеріндегі элементтер балшықта да тура солай болып шыққан. Сонымен қалыпты жағдайда, ауру емес, басқа емес қалыпты жағдайда адам баласының денесіндегі ткандердің балшықпен бірдей екендігі анықталды. Сөйтіп қазір ғалымдардың өзі де айран асыр болып, сонша уақыт босқа үре болған екенбіз, адам маймылдан жаралды деп сөйтсек, адамның балшықтан жаралғаны рас болды ғой деген ойларға келіп отырған жайы бар.
Тағы бір қызықты екі нәрсені ғана айтайын, сонымен үшінші бөлімімізге көшейік. Қызық нәрселердің бірі сол, мысалға, бал араның жынысы, құмырсқаның жынысы деген нәрседе осы өткен ғасырда ғана анықтала бастады, ғылымда. Өткен ғасырда ғана анықталды. Соның ішінде, бал аралардың ішінде тек енді тоқетерін айтқанда ұрғашыларының ғана жұмыс істейтіні, еркектердің жұмыс істемейтіні, ол да ең соңғы зерттеулердің нәтижесінде ғана болған дүние, гендік инженерияның арқасында дегендей. Ал Құранда ол сол 14 жарым ғасыр бұрын айтылып қойылған нәрсе. Ол жерде Алла тағала бал арасына қатысты айтқанда, енді Алла тағала бал арасына осылай деп әмір етті деп келетін аят бар. Сол аятта бал арасын айтады, таулардан, ағаштардан, адамдар тұратын қалқалардан, үйлерден өзіңе ұя жасап ал деді деп келеді де, ары қарай да айтылған нәрселер бар. Бірақ сол жерде бал арасына қатысты айтқанда әйел тегінде, женский род деді ғой, муаннас дейді арабшада, тек сол әйел тегінде айтылады. Өйткені анау ұя жасап алатын бал аралары олар тек ұрғашылар екені анықта. Сондықтан Құранда тіпті бір әріпі де өзгертілмеген Құран дейтін осыдан ғой. Сол жерде иттахизи деп айтылып тұр. Егер иттахиз болса, онда мужской род, ер тегі болып қалар еді. Иттахизи болып тұр, бір ғана и деген әріп соның түспей сақталғанның арқасында сонау Құранда бал аралардың іші тек ұрғашылардың ғана жұмыс істейтіні, ұя салумен айналысатыны, бал жинайтыны, тағы басқа бүкіл шаруашылықты атқаратыны сол Құранда солай белгіленіп қойылған. Тура сол секілді Сүлеймен пайғамбарға насихат айтқан кәдімгі Құрандағы әйел, құмырсқалардың патшайымның әйел екендігі, патшайым ба, патша ма деген әйел екендігі, ол да тура сол муаннас, әйел тегінде тұрғандықтан айтылған. Құмырсқаның аты, Манзура деген аты, әйел тегінде тұрғандықтан айтылған. Құмырсқаларды да әйелдерді басқаратыны, ол да кейінірек ғылымнан дәлелдеп шыққан дүниесі. Осындай неше түрлі қилы қызықтар бар. Енді жаңа айтылғандай Құран хикаяларына көшейік, үшінші бөлімімізге қысқаша сол туралы айтайық, одан соң сіздердің сұрақ жауаптарыңызға ойысайық. Ақыры жаратылыс туралы біраз нәрсе айтып қалдық, ендеше осы жаратылысқа қатысты бір-екі хикаяны айтып өтейік. Соның ішінде Озайыр туралы хикаяны айтайық, өзі қысқа ғана хикая. Құранда әдетте ол өте қысқа, бір аят ұзын, бір аяттың көлемінде ғана баяндалады. Ал ары қарай оны көбіне пайғамбарымыздан сахабалары сұрағаннан кейін пайғамбарымыз таратып айтып берген, басқа да дерек көздермен салыстырыла отырып, кейін Құран хикаялары секілді кітаптарда ол кеңінен таратылып айтылған. Сонда Озайыр хикаясы, Озайыр өткенде де айттық, Құранда пайғамбарлығы белгілі болмаған 3 түрлі тұлға бар, соның бірі Озайыр. Сол Озайырды айтады, ол Бәни Исраилдің дейді, яғни еврейлердің, яһудилердің бір тақуа адамы еді, тақуа ізгі адамы еді деп айтады. Бір күні ол дейді, қираған қаланың жанынан өтіп бара жатты да дейді. Құранда тек қана қираған қаланың жанынан өтіп бара жатқаны айтылады, ал енді оны кейін нақтылай түскенде ол Иерусалимнің қирандысының орнынан өтіп бара жатты дейді. Ал Иерусалимді Вавилонның патшасы Навуходоносор қиратқан, күйреткен болатын. Бір кездері керемет болған, гүл жайнаған шаһар, үлкен өркениеттің ордасы болған Иерусалим еді. Ол солай құландыға, қазындыға айналып, қарғалардың мекеніне айналып, қирап жатқан кезде Озайыр оның жанынан өтіп бара жатты дейді. Ол жаңағы үйінен бір ұзақ жолға шыққан еді деді, есегіне мініп, тамағы мен сусын алып шығып келе жатыр еді деді. Шыққан еді деді, осындай қаланың жанынан өтіп бара жатып, ойға кетті деді. Ойпырмай, осынша қирап көреген қаланы, ол мұндай қаланы да, осындағы әрбір адамды да Алла тағала қайтадан жоқтан бар қылып қайта жаратар ма екен? Яғни қияметтің күні болғанда осынша жоқ болған адамдардың барлығын қайта сүйектен құрап тірілтер ме екен деп бір ойға кетті дейді. Содан көп ұзамай сол қаланың тұсынан өтіп бара жатқан бір жерінде ол қатты шаршады да деді, кішкене мызғып алайын деді. Бір таза сақталып тұрған сарайдың ішіне кірді дейді, енді қиранды, бірақ жалпы таза сақталған сарайдың ішіне кірді дейді, есегін тыста қалдырды да сәл ғана мызғып алайын деп жатты дейді. Содан Алла тағала оны 100 жыл ұйықтатты дейді. 100 жыл ұйықтатты дейді. 100 жылдан соң тұрғызды дейді Алла тағала. Бір хикаяларда, енді Құранның өзінде ол нәрсе періште келді деген сөз болмағанмен, хикаяларда, оны жалғастырған хикаяларда айтады, Алла тағала бір ізгі ниетті адам ретінде оған періштені жіберді дейді. Қанша уақыт жаттың деп сұрады дейді, оятқаннан соң. Озайыр жан-жағына қарады да, күн сәске түсте келген едім ғой, күн батып бара жатыр екен ғой деп, шамасы жарты күн жатқан шығармын деп айтады. Немесе 1,5 күн жаттым ба деп, тағы үстінің бәрі шаң болып қапты дейді, сол жатқанда киімдерін қағып сөйтеді. Сонда жаңағы адам айтады, яғни адам сипатындағы періште айтты дейді.
Жоқ, сен 100 жыл ұйықтадың деп айтады дейді. 100 жыл ұйықтадың. Лұқман шошып кетті дейді. Заттарыңа қарашы деп айтты дейді. Тамағың мен сусының соғалпы дейді. Қараса шынымен ақ алып шыққан күйінде тап-таза күйінде тұр дейді. Есегіңе қара деп айтты дейді. Қараса есек жоқ. Есек қу, тек қана сүйектері қалған дейді ғой. Сүйектері шашылып жатыр дейді. Енді сен қара назар сал есегіңе деп айтады дейді. Жаңағы адам сипатындағы періште. Қалай оның тірілтетінін, Алла тағаланың қалай тірілтетінін көр деп айтады дейді. Сонда қараса, көз алдында, Узейрдің көз алдында жаңағы есектің қаңқалары қайтадан сүйек болып жиналды дейді. Сөйтіп көз алдында ол сүйекке ет бітірілді дейді. Сөйтіп жаңа терісі бәрі қапталып, бір сәтте есегі қайтадан жанданып, ақырып қоя берді дейді. Аң-таң қалып Узейр бұл іске Алла тағаланың соншалықты құдіреті күшті екеніне өзінің көзі жетіп, сөйтеді да есегіне мінеді де еліне қайтады деді ғой. Сонымен еліне қайтады, 100 жыл ұйықтағанын естіді өзі, қайтып келе жатыр, жолдарды әрең-әрең шырамытады, бәрі өзгеріп кеткен, қала мүлде басқа, мүлде жаңа ғимараттар салынған, әрең дегенде әйтеуір бұрынғы соқпақпен сұлбамен жүріп, есінде қалған жермен үйін табады. Үйі әбден тозып кеткен, ескіріп кеткен, қақпасы қирағалы тұр, сыртқы қақпасы. Үйді тауып алып, қақпаны қағады ғой. Сөйтсе ар жағынан бір қарт кемпір шығады. Екі көзі бірдей көрмейді екен. Қарт кемпір шығады. Қарап тұрып, Узейр өзінің бұрынғы күңі болған екен, жас қызметшісі соны таниды. Енді ол заманның адамдар ұзақ өмір сүрген ғой. 120 жыл, 150 жыл жасау қалыпты жағдай. Адам атаның кезінде білесіздер, 1000 жыл жасау қалыпты жағдай болған. Нұх пайғамбардың кезінде 950 жыл, одан 9 жылдан көп жасау көп кездескен. Сонда сол маужыраған кемпір болып тұрған өзінің күңін таниды. Сөйтеді, бұл Узейрдің үйі ма деп сұрайды. Сонда кемпір айтады, ол бұл жерден кеткен, оны сұрамаған, оны көптен бері сұраған жалғыз адам сізсіз дейді. Әлі ұмытпаған екенсіз ғой дейді. Ол бұл жерден кеткелі 100 жыл өтті ғой дейді. Ендігі сүйегі қурап та кеткен шығар деді. Сонда анау айтады, жоқ, сол Узейр менмін деді ғой. Сонда кемпір таң қалады, сен қалай осы уақытқа шейін тірі жүрсің, тірі қалың мүмкін емес деп. Сөйтіп ол Узейр, жоқ, сол менмін, Алла тағала мені 100 жыл ұйықтатып қайта тірілтті деді ғой, қайта оятты деді ғой. Сонда кемпір айтады, ол Узейр бір өте тақуа кісі еді дейді. Ол өте тақуа кісі еді, Құдайдан тілегі дұғасы қабыл болатын адам еді дейді. Сол Узейр екенің рас болса дейді, Алла тағала дұға етші дейді, тілек тілеші дейді мен үшін, көзім жазылып кетсін деп. Екі көзі бірдей көрмей тұрған ғой. Содан Узейр дұға етеді, Алла тағала тағы бір өзінің кереметін көрсетіп, дұғасын қабыл етеді. Сөйтіп, жаңағы кемпірдің екі көзі бірдей шырадай жанып көріп кетеді. Сөйтеді да ол да көріп таниды бұрынғы қожайын, өйткені ол өзгермеген қалпында ғой. Қожайын таниды, мәз болып қуанады. Содан біраздан соң сол жерде бұрынғы соңды білетін адамдар келеді, көп жасаған басқа да адамдар бар. Узейрді бұрын білген адамдар болады, немесе ол туралы естіген адамдар болады. Сөйтіп бәрі жиналып, Алла тағаланың құдіретіне қайран қалып, Узейр бұрынғыдай өзінің насихатын жалғастырып, тағы біраз өмір сүрген екен дейді қысқасы. Бұл осындай бір қызықты дүние. Бұл хикая болса да Алла тағаланың адамды өлгеннен соң сүйектен қайта тірілтетініне бір кепіл ретінде, қираған нәрсенің бәрін қайта тірілтетініне, кез келген жандыны қайта тірілтетіндігіне кепіл ретінде жасалған берілген бір хикая. Осыған ұқсас бір хикаяны да айтайық. Асхабул Кахфты жақсы білетін шығарсыздар, көпшілігіңіз мысалға жұма күндері Кахф сүресін, үңгір сүресі ғой, оқыған сауапты екенін білесіздер. Оны енді арғы жағынан неге сауапты, қандай нәрсе бар десе, сол Кахф сүресінде де бірнеше ғибратты хикаялар бар. Бүгін біреуіне ғана тоқталамыз, ертең қалғанын айтарымыз. Біреуі сол, ең маңыздысы сол. Осы сүренің Кахф сүресі, үңгір сүресі деп атауына себеп болған хикая. Бұл хикаяда Құранда ол да қысқа ғана баяндалады, нақты қай жерде болғандығы айтылмайды. Бірақ жаңа хикаяның өзінің дамуына басқасына қарап, оның үстіне пайғамбарымыздың нақтылап айтқандарына қарап, қай жерде болғандығы кейінгі жазбаларда жазып қалдырылған. Сол жазбаларға қарағанда бұл грек жерінде болған деседі. Грек жерінде кәдімгі Эфес қаласы бар ғой, атақты. Афсус делінеді. Жазба деректерде кейінірек оны түріктер жаулап алғаннан кейін Тарсус қаласы деп атап кеткен. Сол әліге дейін Тарсус деген жер бар ғой. Сол Эфес қаласында болған оқиға дейді. Ол жерді парсыдан келген бір патша жаулап алды дейді. Бірақ оған енді қарасаңыз грекше атау беріліп қойған, Дикианус деп атау беріледі. Соның кезінде болған оқиға дейді. Бұл жайында басқа да діни кітаптарда бар. Солардың барлығымен салыстырыла отырып айтылған әңгіме ғой бұл. Сол Дикианустың кезінде дейді, Алланың хақ жолынан танып дейді, бұрынғы, енді олардың діні Иса пайғамбарға келген дін болатын. Сол бір құдайлық діннен танып, олар басқа
пұтқа табына бастаған еді дейді. Пұтқа табыну басталы дейді, бірақ ол елдің ішінде де оны жөн көрмейтін түзу діндегі адамдар болған. Соның ішінде патшаның өзінің жанында жүрген текті әулеттің бірнеше жігіттері болды дейді. Азаматтары, жаңа оқыған, тоқыған азаматтары, олар анау пайдасыз пұттардың адамдарға ешқандай көмек жоқ екенін біледі, олардың ешқандай құдай емес екенін біледі. Сөйтіп адамдардың істеп жүргендері мүлде дұрыс емес екенін біледі. Бұрын хақ дін болған ол жерде де, Иса пайғамбардың діні болған, соны біледі. Сөйтіп олар өздері жиналып, өздері бір Аллаға табынып, бір Құдайға табынып, өздерінің солай құлшылықтарын жасай бастайды. Оны патша естіп қояды да шақырады, сөйтіп қаһарын төгіп, сендер осындай бүлдіргі жасап жүр екенсіңдер дейді. Сол кезде олар, біз бір Аллаға, бір жаратушыға табынушымыз дейді. Сонда айтады, сендер текті әулеттің балалары болғандықтан ғана мен сендерге бір жолға кешірім жасаймын. Енді осындай нәрселерді білетін болсам, сендерді аямай жазаға тартамын дейді. Одан соң сөйтіп ол жолы құтылады. Одан соң жігіттер айтады, енді бұл жерде біздің тұруымызға мүмкіндік жоқ екен. Бәрібір біз бұл құлшылығымыз тура жолдан таймасақ, олар да бізді өлтіруден тайынбайды. Сондықтан біз бұл елден кетейік дейді. Бір жерлерде ол жігіттер жеті жігіт болған деп айтады, бір жерде 6 болған, кейін оларға 7-ші қаладан шыққан соң қосылған дейді. Сонымен не болғанда да жігіттер жаңағы азық түлігін алады дағы қарапайым киімдерді алып қаладан шығып кетті дейді. Түнделетіп қаладан шығып кетті. Сөйтіп өздерінің асыл киімдерін бәрін тастап, бекзадалар қарапайым киім киініп алып, қарапайым ел аралап жүрген жолаушы іспетті. Сөйтіп ары қарай жолға шығып кете берді дейді. Бір аңызда солай 7 болып олар кетті дейді. Қаладан шыға бере оларға бір ит ілесті дейді. Қанша қуса да кетпеді. Сөйтіп итпен 8 болып олар ары қарай жол тартты дейді. Ал бір аңызда айтады, олар дейді, бұл өзі бұрынғы мәтіндердегі аңызда, оларға бір шопан кезікті дейді жолда. Сөйтіп бұлар шөлдеген сусын сұрады, олар сусын берді. Сөйтіп бұлардың әңгімесін тыңдап, ол да шопанын отарын иесіне тапсырып деді. Сөйтіп ол да осыларға ілесті дейді. Тура жолдағы тура діндегі адам болғандықтан деп айтады. Енді қалай болғанда да 7 жігіт делінеді, 7-еуі ереді, жаңағы ит қосыла ереді дегендей. Сөйтіп біраз жер жүргеннен соң тауға тап келеді. Сөйтіп сол тауда бір жоғарырақта бір үңгір бар болады, оны біледі өздерде бұрыннан. Сол үңгірге барып біраз уақыт көзден таса жерде демалып алмақшы болады. Үңгірге кіреді да, кіріп ортасында кең жер, үңгірдің нақ ортасында сол жерге жайғасып жатады. Иттер де үңгірдің алдына аяғын созып жеріп жата қалады итте. Сонымен сол жатқаннан мол жатып ұйқыға кетеді. Алла тағала оларды сол күйінде 300 жыл ұйықтатты дейді. Сонда Құранда сен оларды дейді, біз оларды бір жағынан екінші жағына аударып тұрдық дейді. Ұйқыда жатқан күйінде аударып тұрдық дейді. Бір жағынан екінші жағына аударып тұрдық. Олар иттері де сол күйінде алдында жатты дейді, үңгірдің аузында. Олар сол күйінде 300 жыл жатты дейді. Және 9 жыл арттырды деп айтады. 300 жыл жатты, 9 жыл арттырды. Яғни 309 жыл делінеді жалпы. Содан күндердің бір күнде жігіттер оянады. Енді оларға дейді, оларды ояттық деп арнайы айтады Құранда. Жаңағы қандай қайсының дұрыс топшылайтынын байқау үшін оларды ояттық дегендей мағынада келтіреді, қанша уақыт жатқанын есептеу үшін. Сонымен олар оянады да таң қалып, ойпырмай ұзақ ұйықтаппыз ғой дейді. Бір күн ұйықтадық па, бір жарым күн ұйықтадық па, көп ұйықтаппыз дейді. Қой деп үстерінің баяғы шаңдарын қағып, қаланың төменге барып, қалаға барып, азық түлігіміз таусылды болса да, біреуімізді жіберейік, мына қолымыздағы бар ақшаға барып, қаладан азық түлік алып келсін дейді ғой. Білдірмей ғана қарапайым киініп барсын деп. Сонымен арасында біреу шығады, барады қалаға жетсе, таңғажайып көп нәрсе өзгеріп кеткен. Бұрынғы кеше ғана көрген сарайлар жоқ, мүлде басқа жаңа сарайлар пайда болған. Таң қалады ғой енді. Үйлер өзгеріп кеткен, таба алмайды өзін іздеген жерін. Сөйтіп алақ-жұлақ етіп жан-жағына қарап келесі біреу сұрайды, не іздеп келе жатсың деп. Ол айтады, жат жерлік сияқтысың ғой деп айтады да, енді киіміне қарап, оларға бұның киімі ерсі болып көрінеді ғой. Жоқ, осы жерденмін деп қоймайды тағы да. Не іздеп жүрсің енді алақ-жұлақ етіп десе, тамақ сатып алайын деп едім деді. Сөйтсе, анау жерде саудагер бар деп жібереді. Содан мына саудагерден келіп тамақ алайын деді да, енді басқаша тамақтар тұрғанын көреді, тамақ алайын деп ақшасын береді ғой, мынаған келгенше берші деп. Сөйтсе саудагер көріп таң қалады. Ойбай, сен бір көмбе тауып алған екенсің ғой дейді, сен бір қазына тауып алған екенсің ғой дейді. Мынау дегенің бұдан 300 жыл бұрын шыққан Дикианус патшаның кезіндегі ақшалар ғой деп. Сөйтсе, жоқ, алдында көмбе тауып алған екенсің ғой. Жоқ, бұл менің өзімнің ақшам деп қоймайды ғой. Қайдан алдың ендеше десе, кеше ғана жұмыс деген біреу берді деп сөйтіп жалдарады да жігіт. Сөйтсе, жоқ деді, бұл бұдан 300 жыл бұрын өмір сүрген Дикианус патшаның кезіндегі ақшалар ғой деп. Жігіт таң қалады. Содан жаңағы қой деп кеткісі келіп ана жерден кетуге тырысады. Саудагер шап береді, жоқ сен айт, сен бір көмбе тапқансың ғой, бізге де айт, біз де алайық ол ақшадан деп. Сосын жігіт жоқ деп қоймайды. Содан адамдар ушуға жиналып қалады. Сосын енді болмаған соң жігіт шынын айтады.
біз осындай, мен бір екі ақ күн бұрын біз кеткенбіз бұл қаладан деді ғой. Кеткенбіз, я Дикианус патша болатын кеше ғана деп. Соның осындай пұтқа табынып жүргеннен соң біз содан қашып кеткен едік, тура дінде болғаннан соң. Анда қала сыртындағы таудың арасында үңгірге барып бекінген едік. Содан қарнымыз ашқан соң тамақ алайын деп түсіп тұрғаным ғой деді ғой. 2-ақ күн болды ғой кеткенімізге келеді қысқасы. Сонда адамдар таң қалып, бір жерлерде бір аңыздар айтады, олар түсінді, сенді дейді, осыдан 300 жыл бұрынғы аңыз сақталған екен дейді ел арасында. Осындай жігіттер, 7 жігіт өзінің дінін құтқару үшін Дикианус патшадан қашып кетіп қалған деп айтады дейді. Бір аңызда одан 5 бетер ары жағы бар, мен оның бәрін айтпай қояйын. Құрандағы қысқаша желісі бойынша ғана айтайын. Негізі басқа да діни кітаптарда болғандықтан аңыз таратыла береді. Сонымен қысқасы халайық сенеді оның сөзіне. Түрі де, бүкіл киім-киінісі де 300 жыл бұрынғы, ақшаларда 300 жыл бұрынғы, сөйлеу мәнері де тура солай. Сөйтіп сол кезеңдегі жігіттер сендер екесіңдер ғой деп біразы ілесіп келеді дейді, сенеді. Бұл жігіт айтады ғой, осындай ана жақта тауда пәленбай адам жатыр деп. Сонымен жігіт, мен енді жіберіңдер мені достарыма деп, серіктеріме барып айтайын деді да кетеді. Сөйтіп бұлар бір аңызда патшаға алып барды оны деп айтады. Патша сөйтіп оның сондай адамдар екенін біліп, құрметтеді дейді. Сөйтіп барып оларды қалаға келіңдер деп шақырды деп айтады. Тауға барып тұрып оларды шақырды дейді. Сонда жігіттер жоқ, біз енді бәрібір бөтен адамдармыз ғой сіздерге дегенде, біз осы жерде қала берек, құлшылығымызды жасай берек деп. Бір ерекшелігі, бұл қала қайтадан жаңа падиша келіп бұл жерге баяғы Иса пайғамбардың кезіндегідей бір құдайлық дінді орнатқан екен дейді. Сонымен жігіт қайтадан қайтады сол өзінің үңгіріне. Оған дейін ит те тірі болады, басқа да жігіттер бәрі аман есен болады. Осы жағдайдың бәрін айтады, ел жұрт көреді, куә болады. Ертеңіне де адамдар барған ғой, енді қызығушылық бар, басқа бір адамдар барғанда жігіттердің бәрінің қайтыс болғанын көреді. Бәрінің қайтыс болғанын сол жерде көреді. Сонда Алла тағала бұны бізге ғибрат болсын деп көрсеткен екен ғой. Жігіттерді 300 жыл ұйықтатып, қайтадан оятып, қанша ғасыр, қанша уақыт өтсе де адам баласын қайта тірілтетін, қайта жарататын көрсететін ғибрат үшін біз бұларды тірілткен екен ғой деп қала халқы солай деп шешті дейді. Кейбіреулері сол жерден ғибадат орнын салайық деді, кейбіреулері сол жерде бір ескерткіш орнатайық деп айтты деп сондай сөздермен тоқталады. Құранда хикая солай тоқталады. Сөйтіп бір жерлерде жаңағыдай адамдардың жиі барып тұратын ғибадат орны болып қалған дейді. Ол үңгірдің әлі де аты бар, анық, таудың да аты бар. Ол енді өзге діндердегі жаңағы Інжілдегі басқа хикаяларда да кездеседі ол нәрсе, Құран хикаяларында да кездеседі. Сөйтіп бұл да бір жаңағы үңгір иелері, яғни Асхабул Кахф дегендер осы 7 жігіт жайлы хикая болып қалған. Үңгір, яғни Кахф сүресінде айтылатын, баяндалатын хикая осы хикая. Жұма күндері оқыса сауабы мол болады делінетін Кахф сүресі сол. Енді оның соңғы жағында Зулқарнайн туралы да хикая бар. Оны нәрсенің барлығын ертең айтайық. Осының өзінде де қазір 1 сағаттай отырып қалдық біздер. Ары қарай сіздердің сауалдарыңызға кезек берейік. Жалпы мінекей, неше күннен бері өздеріңіз тыңдап отырғандай, көріп отырғандай, Құран хикаялары таусылмайды, Құранның құпиялары да таусылмайды. Қаншама тылсым нәрселер, қанша ғасыр өтіп, әлі ашылып біте алмай жатыр, бола алмай жатыр. Әлі де көп нәрсе бұйырса ашыла береді. Мен өзімнің сонау ең алғашқы Құран талғын зерттеулеріміз енді одан бері 30 жылдай уақыт өтті ғой. Сол кезеңде айтатын сөзім бар еді. Әрбір қадам басқан сайын Құранда айтылған бір нәрсе алдан шығады деп. Өмірімнің бәрі Құран болып кетті дейтін сөзім бар еді. Әр қадам басқан сайын шынымен-ақ бір аят, бір сөз, бір тағылым, бір мысал алдыңнан шығатын да тұратын еді. Әйтеуір жастығымызды Алла тағала бостыққа жібермей, сондай бір ізгі, сондай жақсы нәрселерге жұмсау нәсіп болды. Аллаға шүкір. Енді қазір қаншама жылдар өткенде қайтадан сол нәрсені еске түсіріп, біраз нәрселерді қайта қарап сіздерге жеткізіп отырған жайымыз бар. Гүлназ көп рахмет. Нұрсұлу рахмет. Рахмет баршаңызға. Гүлфайрус қош келдіңіз. Міне сөйтіп бүгінгі күнімізді де осылай, бүгінгі хикаяларымызда осылай тәмамдап отырмыз. Енді сұрақтарыңыз болса қоюларыңызға болады. Сауалдарыңызға жауап беруге тырысамыз. Айта беріңізші дейсіз ба? Енді ертеңге де әңгіме қалсын. Әңгіме қалғанда әңгіме көп қой. Сіздерге де уақыт қалсын. Мынау әлі біздің жаңадан келген оқырмандар, сіздер кішкене сабыр етіңіздер, жарай ма? Сіздер 100 рет қойылған сұрақты қайтадан қойып отырсыздар. Оны сіздер ең болмаса кешегі, алдыңғы күнгі, оның алдың ең болмаса осы 3-4 эфирді көріңіздерші. Сұрақ қоятындай нәрсе қалмайды. Сіздер 100 рет қойылған сұрақты 101-ші тағы қойып отырсыздар.
Жанаттың насихаттап жүрген ағымына не дейсіз? Бұған біз 100 рет жауап беріп қойдық. Регрессология туралы эфир тұр, ақсарбас туралы эфир тұр. Алдың күнінде де айттық, оның алдың күнінде айттық. Айтылып қойған бұл нәрсенің барлығы. Сондықтан жаңадан келген оқырмандар сауал қоймай тұрып кішкене сабыр сақтаңыздар. Бұл енді рухани марафон ғой. Бұл біздің жыл сайын дәстүрлі түрде өткізетін марафонымыз. Өткен жылы атаусыз қалған әулиелер туралы өткіздік марафонды. Алдында дін және дәстүр деген тақырыпта өткіздік, пайғамбарлар тарихынан өткіздік. Солай өзі бір идеялық жалғастық ретінде жасап келе жатырмыз. Қазір біз Құран құпиялары туралы әңгіме айтып жатырмыз. Біреудің насихаттап отырған ағымы туралы емес. Сондықтан мүмкін болса осыған жақындайтын, немесе ары қарай мазмұн аша түсетін сұрақтар қойсаңыздар, нұр үстіне нұр. Жоғарыға қарай жүрейік. Сосын сұрақты да біздің оқырмандар, енді байырғы оқырмандардың бірден сұрақ қою мәнісінен байқаймыз ғой. Сұрақты да жүйелі, сауатты түрде қоя білу керек. Қош келдіңіздер баршаңызға. Оразгүл апай, қош келдіңіз. Оразгүл апай, Асанғазы апайымыз қосылған екен. Қайшана рахмет, Бесеген қызы. Шолпан апай, көп рахмет. Алғыс айтып жатырсыздар. Асима, қош келдіңіз. Баршаңызға сіздерге де мың алғыс, сіздерге де Алла разы болсын. Осының бәрін уақыт бөліп тыңдап отырғандарыңызға, игеруге тырысқандарыңызға мыңда бір рахмет. Асима, сізді осынша күннен бері бірінші рет көрдім. Мүмкін қосылып жүрген шығарсыз, мен байқамаған шығармын. Лаура Дүйсенбай, қош келдіңіз, атыраулық емшіміз. Жоғары жақта сұрақтар жоқ сияқты. Ұштап Тайбағарғыз, қош келдіңіз, біздің ақтаулық емшіміз. Айтпақшы, Ақтау филиалының директоры Ағмаралды мен көрмей отырмын. Гүлшахар, қош келдіңіз, алматылық емшіміз. Ибраев Дакем, Павлодарлық едіңіз, қош келдіңіз, мінекей. Ол біздің шәкірттеріміз толтырып отыр екен эфирімізді. Баршаңызға мыңда бір рахмет. Ал төменге қарай тағы да түсейін. Сұрақтарыңыз болса, қайталанбаған сұрақтар болса, жауап беруге тырысайын. Қайталанған сұрақ болса, сілтемесін жасайын. Пәлен жерден табасын деймін де қоям, жарай ма? Рахмет, Гүлназ, баршаңызға рахмет. Нұргүл, көп рахмет. Сағынғали қызы. Тамара, рахмет. Қанекей сұрақтарыңызды көрейік. Мөлдір, рахмет. Молясыман, рахмет. Қанекей, жоғарыға түсіп келе жатырмын. Бір жыл жұмыс істеген, ұйықтап жатқаным істемей шығар, ұйықтап жатқаным түк емес екен ғой, 100 жылдың жанында деп. Олар босқа жатқан жоқ қой. Олар ғибрат үшін жатты ғой. Оларға да оңай болыпты дейсіз ба? Енді Алла тағала әрі-бері аударып, әйтеуір жамбастарын аман ұстап тұрды ғой, немесе дене шірейді ғой. Негізі аунамаса дене шірейді. Сол кішкентай элементке дейін мән берген ғой Құранда. Адам ұйқыда жалпы ұзақ уақыт бір неде жатып қалса, бір қалыпта жатып қалса, ағзаға өте зиянды екен. Ұйқыда жиі аунап тұрудың ешқандай зияны жоқ, керісінше ол жақсы екен. Сонда қарасаңыз, Құранда сол элементке шейін, сол детальға дейін мән береді ғой. Біз оларды біресе оң жағына, біресе сол жағына аунатып тұрдық деп. Күн сәулесі ешқашан тікелей түспегенде, оны да айтады ғой Құранда. Күннің бір мезгілінде қиялап, күн сәулесін барлық уақытта оладан қиялап өткендігін айтып көрсетеді. Сондықтан сіз енді жұмыс істемей жатсаңыз, сіздің де себебіңіз болған шығар енді. Жұмыс істемей ұйықтап босқа жатпаған шығарсыз деп ойлаймыз. Басқа бір нәрсені іздеп жатқан шығарсыз, бірдеңені оқып жатқан шығарсыз, немесе бала бағып жатқан шығарсыз, немесе жолдасыңыздың жағдайын жасап жатқан шығарсыз. Бір себеп болған шығар енді. Асырайтын бағатын адам болғандықтан жатырсыз да. Асырайтын адам жоқ болса, амал жоқ, жұмысқа шығып кетесіз ғой. Ең мықты табыс табу ешкім асырайтын адам болмай қалған кезде болады деп айтады. Сол бекер айтылмаған сөз. Қанекей, төменге түсейік. Көп рахмет, Ақжібек. Айттым ғой, бұндай атауларды біз ұмытпаймыз. Сәлеметсізбеске екі дүниенің бақытын нәсіп етсін Алла деді. Айтқаныңыз келсін. Баршаңызға да сондай бір жақсылықтар нәсіп болғай. Кәх сүресін біліп жүретін болдық қой. Кәх сүресін жұмада тыңдайтын болдым деді. Бәрекелді. Тыңдаған сайын ол нәрселер адамның құлағына да сіңе береді. Сөздерге үйренесіз, құлағыңызға сіңеді. Бәрібір өткенде айтып жатқанымыздай, қанша рет айтқанымыздай, аураның тазаруына да өзіне тән әсер етеді. Ентерка, көп рахмет. Бәрекелді. Фариза, үңгір туралы бірінші рет естуім, рахмет, Алла разы болсын деп жатырсыз. Біріншіден көп рахмет, айтқандарыңыз келсін. Екіншіден, мен арнайы осы жолы бұрын соңды естілмеген нәрседі айтып жатырмын. Бұрын сан рет айтқан Қызыр пайғамбар Мұса туралы айтып отырған жоқпын. Енді пайғамбарымыз туралы сөзіміздің басынан бастадық. Онда да бұрын айтылмаған нәрседі айтып келе жатырмыз. Уақиға басқаға байланысты. Негізінен бұрын пайғамбарлар туралы көп айтқанбыз. Соның ішінде біз айтпағанымыз дәл осы Сүлеймен пайғамбардың қиссасы болатын, Узейрдің қиссасы, осы үңгір қиссасы болатын хикаясы. Сондықтан Саба ханшайымы туралы хикая болатын.
Сондықтан біз Жүсіп пайғамбардың қиссасын біз айтпаған едік бұрын соңды толыққанды. Сондықтан арнайы осыларға тоқталып жатырмыз. Ертең соңғы күнде де бұйырса бұрын соңды айтылмаған нәрселерге тоқталуға тырысамыз. Құран хикаялары, Құран кітабында ішінара келіп отырады. Бөлек Құран хикаялары деген кітап бар ма екен дедіңіз. Арайлы жан, сіз тұрақты түрде қатысып отырсыз ғой, бірақ кейбір нәрселерді тыңдамай өткізіп алып жатыр екенсіз. Ол туралы алдыңғы күнде жақсылап айтқанбыз. Құран хикаялар деген кітап бар дегенбіз. Қытай қазақтарының шығарған, шамасы Ақыт өлім жоқ, Ғазиз Ақытұлы соның шығарған, сол және тағы бір адамның шығарған кітабы болды дедік. 90-жылардың бас кезінде жарық көрді. Одан басқа Сәбит Ибадуллаев деген отандық автордың Құрандағы қасиетті қиссалар дейтін кітабы бар болды. Оны да айттық. Қала берді, тіпті хадистегі, пайғамбарының хадисіндегі қиссалардың да арнайы кітабы бар. Сол туралы кітап бар. Оның ішінде де Құрандағы кейбір қиссалар қайталанады. Сосын пайғамбарлар тарихы деген кітап бар дегенбіз. Оның ішінде де көптеген хикаялар қайталанады. Жалпы діни кітаптардың көпшілігінен табуға болады. Әр жерде әртүрлі хикаялар берілуі мүмкін. Бәрі жинақы түрде жаңағы айтқан 2-3 кітаптың ішінде бар. Сізге де рахмет, Жұмагүл. Қызық сұрақтары бар екен. Бәрәкат түні деген қалай түсінеміз, деген қалай дейсіз ба? Бәрәкат түні деген түн жоқ, бәрәат түні деген бар. Бәрәат түні туралы бізде толыққанды бір әдемі пост тұр. Ең дұрысы сол жерден оқи салыңыз. Пост жазба тұр да. Кішкене төмен түссеңіз, енді аман-есен біздің осы Айнұр парапсихолог парақшасында отырсаңыз, жазылып қойған шығарсыз деп үміт қыламыз. Кіріп шығып, жүре бермей жазылып қойыңыздар да, жазылып қойдыңыздар ма, онда ақтарып қарай аласыздар. Кішкене төмен түсіңізші. Бір ай бұрын бәрәат түні туралы бар. Тұтастай жазып қойылған дүние. Сұрақты жөндеп қойыңыздар, жарай ма? Құранды түнде көру, түсте көру не дейсіз деген сияқты сұрақ қоюдың керек жоқ. Құранды түсте көрсе нені білдіреді дейін деп жатқан шығарсыз. 1000 миллион рет айтқанымыздай, Алла тағала ешбір адам баласын назардан тыс қалдырмайды. Құранды түсінде көрдің бе, ей айналайын, маңдайыңды сәждеге қой, намазға жыл, Құран оқыса ешқашанғы жүресің деген нәрсені білдіреді. Бұндай нәрсе. Түсте кәлиманы айту, түсте аспаннан жазулар көру, Алла деген жазу көру, түсте азан есту, түсте Құранды есту, түсте үйтіп жату, бүйтіп жату дегеннің барлығы сол бір-ақ әңгіме. Айналайын, болды, иманға кел, қашанғы жүресің, басыңды сәждеге қой, намаз оқы, Құран оқы, Құдайды таны, қиямет жақын деген әңгіме оның барлығы. Құмырсқа аралар мықты мотивация болды әйелдерге дейсіз ба? Супер, Дастархан, әңгімеңіз өте жақсы, бірақ мәселе мынада. Мотивация іздеу ең адамды аздыратын нәрселердің біреуі. Бір шамамыз келсе, уақыт болса, енді миллиондаған тақырып бар ғой, уақыт болып қалса айтармыз бұл туралы. Қазір қысқаша түрде айтайын. Мотивация іздеу адамның миын істен шығарады. Мотивация іздеу адамды асқан жалқаулыққа алып барады. Мотивация іздеу өмірдің дәмін сезінуден айырады адамды. Дәмін сезінуден айырады. Мысалға, енді кейде ойбай өзінің миыңды алдау үшін бір күрделі жұмыс деген кезде, осы жұмысты біткен соң мынадай нәрсе істеймін деп өзіңе өзің сыйлық тағайындап қой, алдын ала өзіңе мотивация болады деді. Енді мотивация болады, амал жоқ, анау сол ақы үшін жұмыс істеп жатқан сияқтысың ба, сыйлық үшін жұмыс істеп жатқан сияқты мотивация болады. Енді мотивация от деген сияқты, мотивация к деген сияқты, к деген деп айтылады ғой, соған қарай кетіп бара жатқан мотивация болады, бірақ бұл жақсы емес. Есі бар адам процестің өзінен ләззат алу керек. Есі бар адам кітап оқып отырғанда соның өзінен ләззат алу керек. Осы кітапты оқып бітірейінші, құрғыда құтылайыншы, сосын ана мороженое алып жеймін деген сияқты, балмұздақ алып жеймін деген сияқты мотивация қоюдың керек жоқ. Соны оқып отырып қаншама жан дүниеңе әдемі сезімдер құйылып жатыр, қаншама әдемі нәрсе білім алып жатырсың, қанша пайдалы нәрсе орнады көкірегіңде. Немесе мысалға, осыдан 5 уақыт намазды бастап кетсем, өзімді өзім пәлен жерге саяхаттап апарам деп мотивация қоя беріңіз, қоя аласыз. Ал бірақ сіз ақы үшін істеп жүргенде болса, сіздің ағзаңыз, сіздің миыңыз тек қана ақы төленген жұмысқа бейімделе бастайды. Ақы төленген, тек қана ақысын күтуге бейімделе бастайды. Сол үшін, мысалға, жай ғана процестің өзінен ләззат алып, жақсы болғандықтан, адамның көңіліне жақсы нәрсе беретіндіктен, пайда беретіндіктен жасаудың орнына, немесе Алланың бұйрығы болғандықтан, құлшылық рәсімі ретінде жасаудың орнына, тағы басқа мың сан пайдасы үшін жасаудың орнына, жанына және тәніне келетін, рухына келетін пайда үшін жасаудың орнына, анау мотивация, соңында берілетін жүлде, тағы басқа нәрсе үшін жасауға адамның миы үйрене бастайды. Бұл мидың алдануы, мидың
кішкене азғындауына да алып келеді, шынын айту керек. Сондықтан адам баласы мотивация, жалпы мотивация жалған ұғымдардың бірі, білулеріңіз керек. Өтірік ұғымдардың бірі баяғы ауру, мен аурумын дегеннен соң сені жаза кететін дәрігер пайда болатын секілді, өзіңді өзің рухани мүгедек деп көрсетсең, ойбай, сен байғұс қиналып жатыр екенсің ғой, мен саған мынадай дәрі беріп жіберейін деп өтірік дәрісін ақшаға ұсынатындардың пайда бола қалатын секілді жасалған жалған нәрселердің бірі. Амал жоқ. Адамның, әрине адамдардың бір бөлігінің психикасы соны қажет етеді. Кешіріңіздер, бұл мүгедектік психика деп аталады. Қажет етеді. Қажет еткен соң амал жоқ. Психологияда да, басқада да соған сәйкес әдістер пайда болады. Өйткені сұраныс бар, қажеттілік бар. Сондықтан соған сәйкес ұсыныс та пайда болады да. Ойбай, мынаны істесең мотивацияң артады, ойбай, мынаны істесең керемет болады, өйтесің де бүйтесің, батып қаласың деген сияқты, немесе керемет еңбек істеу өнімділігің артады, жасау өнімділігің артады деген сияқты нәрселерді ұсына бастайды. Ол жаңағыда айтамыз, қажеттілікке сұранысқа байланысты пайда болған дүние. Шын мәнінде ақылы бар адам, есі бар, миы бар адам ешқандай мотивацияны қажет етпеу керек. Адам есі бар және ақылы сезімі бар адам процестен ләззат алуды білу керек. Процестен ләззат алу. Сіз үйіңізді тазарап жатқан кезде соның тазарған сайын рахаттанбайсыз ба? Құдай-ай, осы құрғының үйін қашан сыпырып болам, өмірі таусылмайды, азаннан кешке шашылып та жатады деп жүре бересіз ба? Айналайын, ол немесе соны сыпырып болғаннан соң біреу сізге міндетті түрде бірдеңе сыйлық жасау керек па? Сіз соны тазалап болған кезде керемет, тап-таза болған үйге қарап мәз болып қуанбайсыз ба? Сіз соны тазалап жатқанда анау тазару процесіне ләззат алмайсыз ба? Ыдыстарды жуып жатқанда соның тазару процесіне ләззат алмайсыз ба? Әрине, ол әбден жаттанып кетеді, ол рас. Жасай шаршайтын кезің болады, бір кезде балаға тапсырасың, ол да дұрыс. Бір кезде басқалар бөліп істеген адам болса, бөліп істер арасында. Бірақ жалпы айтқанда процестің өзіне рахаттанбайсыз ба? Дәрет алып жатқанда, Құдай-ай, осы Құдай қайдан ғана белгілеп қойды, осы бір дәрет дегенде дәрет болмаса болмайды ма? Жүр ғой ана христиандарда дәретханаға тура кіріп, тура шығып деп ызыңдап отырасыз ба? Сіз дегеніңіз тазарып жатқаныңыздан ешқандай ләззат алмайсыз ба? Сіз дегеніңіз анау дәрет алғанда өзі жуынатын жерлердің барлығы нағыз биологиялық белсенді нүктелерді. Оның әрқайсысы масса жасалады. Ол анау дәрет алған жердің нұрланатыны, ол анау кейінгі сауаптар өз алдына, періштелердің разы болатыны өз алдына, өзінің кішкене қонақ болып, ширақ болып, көңіл-күйін көтерілетіні өз алдына, анау сырттан келген бүкіл жаман энергиялардың бәрі шайылып кететіні өз алдына. Бәрін былай қойған кезде сіз ең болмаса тазару процесінен ләззат алуды білуіңіз керек қой. Сондықтан қысқасы, өздеріңіз рухани мүгедектікке апармаңыздар. Мотивация іздеу адамның өзін рухани мүгедектікке алып баруы. Қажеті жоқ. Сіз мүгедек болам десеңіз, сізге коляска, яғни мүгедек арбасын әкелетін адамдар табыла кетеді. Мыңдап, миллиондап табылады. Тегін әкелмейді, сіздің ақшаңыз қалып келеді. Олай ақылсыздық жасаудың қажеті қанша? Одан да процестен ләззат алып үйренсеңіздерші. Кітап оқып жатқанда содан ләззат алу, бір нәрсені тігіп отырғанда содан ләззат алу. Тігіп болғаныңызда әп-әдемі болып шыққан кезде қуанбайсыз ба? Өз киім тігетін адамдар бар ма өз арамызда? Тіккенде мен бір көлік тігіп шығару туралы айтып жатқан жоқпын. Жыртықты жамау дегеннің өзі бір қызық нәрсе ғой. Немесе көрпеңіздің тысын жуасыз, одан соң оны қайта тігу дегеннің өзі бір қызық нәрсе емес па? Әлде сіздерге ол да қызық болмай қалды ма? Қарапайым нәрседен ләззат алып үйрену керек та адам. Сондай кезде мотивацияның мүлде қажет жоқ. Мысалға, менің сіздерге шығып осы ақ тер көктер болып, Құдай-ау, түннің жарымына дейін отырып, кеше тіпті ұйықтаған жоқпын, мен таңға дейін мүлде ұйықтаған жоқпын. Таңғы сағат 8-лерге дейін деген секілді көз ілмеген күйі ары қарай таңға жалғастырып кете бердік қой енді. Таң намазы болады көп ұзамай дегендей. Мені осы қиналып, азапталып сіздердің алдарыңызға шығуға маған ешқандай мотивация керек жоқ. Біріншіден, адамдарға жақсы нәрсені айтып жатқаннан мен ләззат алмаймын ба? Адамдардың қуанып, рахмет, жақсы нәрсені үйрендік қой, Алла разы болсын, сауаптан жассын деп, адамдардың жан дүниесін жаңғырып, адамдардың руханиятына пайда болып жатқанынан мен ләззат алмаймын ба? Осы нәрседі айтып, мынау бойымдағы аманаттан құтылып жатқанымнан мен ләззат алмаймын ба? Ләззат ала алмасам, онда мен қайтып адам болғаным? Не үшін маған мотивация керек? Мен тек жаңағы ақысын күтіп отырғандықтан ғана емес қой бұл нәрсе. Ақысын Алла берсе берер, бермесе бір Алла өзінің еркінде шешіміндегі нәрсе. Тілейміз әрине Алла Құдай қаласа сауаптан жассын деп. Бірақ сауап үшін, сауда үшін жасап отырған жоқпыз ғой. Сауда үшін жасап отырған жоқпыз. Өзіміздің табиғатымызда соған деген құлшыныс болғандықтан, бұл адамдықтың бір сипаты болғандықтан жасап отырмыз ғой. Бұл адамдық қой. Бұл адамдық. Ғалымдық сипат деп бәлкім айтуға да болатын шығар. Мен негізі өзіме қатысты ғылым кандидаты сондай дәрежеде болған, мен ғалыммын, ақынмын деген сөзді қоймаймын, білесіздер.
Біреулер әшейін орамал тағып отқан қара жаяу біреу деп ойлайтын шығар. Негізінен алғанда 25 кітабы бар, ғылым кандидаты, үлкен ғалымбыз, пәленбай жыл бойы осы салаға еңбегіміз сіңген дегендей, оған қала берді, үлкен белгілі Қазақстан белгілі ақынымыз. Бірақ мен ол нәрсені негізінен айта қоймаймын. Ал бірақ енді сипат ретінде айтуға керек болса, ғалымдық сипат деп айтуға болатын шығар. Ізденімпаздық сипат, адамдық сипат қой, жай ғана адам болғандықтан оның табиғатында мотивация бола береді ғой. Ең болмағанда жаңағы жоғарыда айтқандай ғой, асырайтын адам болғандықтан бір жыл бойы жатқансыз да үйде ұйықтап дегендей. Асырайтын адам болмаса, мотивацияның көкесі сол, аш қалмау үшін, немесе киімсіз қалмау үшін, баспанасы қалмау үшін амал жоқ орныңнан тұрып жұмыс іздейсің және істейсің ғой. Сондай дүние. Сондықтан жалпы мына бір ойдан бір ойға кетіп жатырмын. Бұл неге байланысты емес, тікелей тақырыптың өзіне байланысты емес, бірақ сөз арасында айтып үлгеріп қалып жатқаным, мотивация іздеу деген алданыштан аулақ болған жақсы болады. Аулақ болған дұрыс. Өзіңіз үшін, өркендеуіңіз үшін дұрыс. Ары қарай жүрейік. Соның бәрін оқуға уақытта жоқ. Ал сіз өте әсерлі жеткіздіңіз. Сізді тыңдай иман күшейе түседі. Көп рахмет деді. Сізге де рахмет. Әрине енді әркімнің саласы әртүрлі ғой. Жұрттың бәрі бірдей ол нәрсені қарап оқып отыра алмайды. Сондықтан енді оқығандарды тыңдау деген дұрыс. Адам бәріміз де барлық саланы бірдей игере алмаймыз ғой, оныңыз рас. Бірақ адам болғаннан кейін осы нәрсені мен осыдан 15 жыл бұрынғы бір кітаптарында жаздым да, 15 жыл бұрынғы кітапта. Адам болғандықтан, әйел болғандықтан, бала шаға өсіріп тәрбиелейтін болғандықтан, дінге деген сұранысың бар болғандықтан, Алла тағалаға, Құдайға, иманға деген сұранысың бар болғандықтан, ертең анау балаларға дұрыс нәрсені айтып отыру үшін де біраз уақыт тауып, ең болмаса осындай ораза айында деген сияқты, ең болмаса сондай бір ғибадат құлшылық амал ретінде уақыт тауып, ең қарапайым деген нәрсені оқуға тырысу керек. Мысалы, Құран хикаялары қызық қарапайым нәрсе, тауып алуға тырысу керек, оқуға тырысу керек. Пайғамбарлар тарихы қызық та қарапайым нәрсе, екінің бір түсіне алады. Оқуға тырысу керек. Енді сіздерге ғылыми еңбек оқу деп айтпай ақ қояйын, ол әрине соның соңына түскен адамдар болмаса, ол қиын болады. Сондықтан тырыссаңыз, өзіңізге де өзгеге де олжа. Уайымдамаңыз, Құралай. Ғылым мен ілімге бет бұратын жастар шықсын. Неге біз дамымаймыз, өркендемейміз, қазақ рухы оянсын деді. Біз дамып та, өркендеп те, оны да қатырып жатырмыз. Бірақ сонымен бір мезгілде дамушылардың тамырына балта шабуда тамаша жүріп жатыр да. Одан соң жаңағы шайтани ілімдерді қоса дамып жатыр. Бәрі қосылып опыр-топыр дамып жатқаннан соң, соншама ақпарат ағымның арасынан асыл жасығынан ажыратып алу адамдарға қиындап жатыр. Дұрысы солай. Әйтпесе дамудың жетатасына жеткізіп жатырмыз. Обалы не керек? Мәселен, мысалы дейікші, бір ғана өзіміздің туған топырағымыздағы ең жасаңғыраған ең мықты ілімдер. Ясауитану ілімі, жалпы Аллаға жету ілімі, бақытқа жету ілімі деген нәрсе. Осыған қатысты мысалға біз өзіміз, мен дін істері саласында жұмыс істеп тұрған кездің өзінде 2014, 15, 16 жылдары Ханафи әдебиеттер деген серияны өз қолымызбен жасақтап, өз қолымызбен деген өзім деген сөз жасақтап, қаншама тамаша еңбектер шығардық. Бүкіл Қазақстанға тараттық соның бәрін. Бүкіл діни басқармаға, бүкіл мешіттерге тараттық. Алған неке оқитын адам болса, арнайы мемлекеттік мәдени мұра емес, әлеуметтік маңызды әдебиет түрлерін шығару деген бағдарлама бар ғой мемлекеттік. Соған салып тұрып, бірнеше жыл кәдімгі президент әкімшілігіне жазып жүріп, мәдениет министрлігімен тайталасып жүріп, қаржы бөлдіріп, барлық кітапханаларға жеткіздік. Оқитын адам қанекей. Және олардың электрондық варианттарда сатырлап тұр. Оқитын адам болса, тамаша дүниелерде толып тұр. Бірақ сол тамаша дүниеден гөрі оңай ғана жететін, көрінгеннің сандалған уағызын тыңдаған жақсы да кейбіреулерге. Кейбіреулерге әйтеуір осы намаздан құтылатын жер болса болды. Ана ойбай Алла кетті десе қуанып кетті, ура жақсы болды ғой, намаздан құтылатын болдым ғой деп сандалып жүрген тағы бір топ бар. Оларға тіпті тамаша. Намаздан құтылса болды, Құдайды ойлап тұрған ешкім жоқ, ертеңді ойлап отырған ешкім жоқ, иманды ойлап отырған ешкім жоқ. Сіз айтқандай дұрыс жолда дамуды да ойлап отырған ешкім жоқ. Адамдардың көпшілігі жеңіл жолды іздеді ғой. Жеңіл жолды іздегендіктен жеңіл жолдағы адамдарға ілеседі ғой. Шайтанның жолы барлық уақытта өте жеңіл жол. Азғырушылардың жолы барлық уақытта жеңіл жол. Жын ектелген жынмен байланысқандардың жолы барлық уақытта жеңіл жол. Өйткені олар соны жеңіл қылып көрсетеді адамға. Негізі оның соңында ауыр азаптар, ащы нәрселер бар. Мысалға, есірткінің жолы жеңіл жол. Ал бірақ оның соңында қандай тауқымет жатыр ғой.
қандай қаржылық қиындықтар, азап, адамның азуы, тозуы, ағзаның тозуы, адам ретінде құлдырау, тынуы, құру деген нәрсе жатыр. Бірақ оны әдемі қылып көрсете қояды да, шайтан алады да қоя салады. Тек шайтан болғанда еді, адамның өзінде миына қатысты әңгіме ғой, адамның нәпсі шайтаны туралы айтып отырмыз да ол жерде. Тек қана мынау сыртта жүрген афақи шайтан туралы айтып отырған жоқпыз, сырттағы анфуси ішіндегі шайтан туралы айтып отырмыз адамның. Сондықтан солай адам баласы жеңіл нәрсеге әуестенгенінің кесірінен, салдарынан деп сыпайыламай ақ қояйыншы осы жолы, кесірінен көптеген жамандықтарға өзі барып ұрынады. Кәдімгі өзі төтелеп тұрып барып арнайы ұрынады. Әйтпесе жаманды да ұсынып отырған адамдар бар, жақсыны да ұсынып отырған адамдар бар. Бірінен бірі кем емес. Жақсылықтың да жолы орасан көп, таза діни уағыздар да орасан көп, таза рухани әңгімелерде орасан көп, Құдайға шүкір. Ал бірақ іздеп жүріп міндетті түрде жаңағыдай бір жолға барып түсетіні қиын да. Оның қасында анау жалған уағыз айтып отырғандар, жалған болғанда діннің атын жамылып, тек қана өзінің абыройын көздеп, немесе өзінің жеке пайдасын көздеп отырғандар бұның қасында түк болмай қалды. Дінді бұрмалап теріске шығарып отырғандар олардан әлдеқайда осып кетті. Рахмет. Гүлім көп рахмет. Қазір әйел адам басшы бола алады екен ғой дейсіз ба? Әйел басқарған көш оңбас деп естіген есетінен. Ол қазақтың мақалы, әйел бастаған көш оңбайды деді рас. Өйткені қазақтың жерінде, қазақтың тұрмыс өмір сүру салтында көш басқару деген үлкен нәрсе, көш басшы деген нәрсе енді лидер, қолбасшы, жорыққа шабатын, адамдарды басқаратын хан деген ұғымда ғой. Ол оңай нәрсе емес. Ол өте ауыр нәрсе. Әйел байғұстың бала шағасы аздай, ата енеге қызмет қылғаны аздай, басқа мың миллион іс әрекеттер тірліктері аздай, енді оған анан да қабаттастырып қою керек па? Сондықтан одан мақсатты түрде оқшаулау мақсатында айтылатын нәрселер бар. Мысалға, имам Ағзамның емес, имам Матуриди ақидасын біздер ұстанамыз, Орта Азия мұсылмандары. Сол имам Матуриди ақидасында былай делінеді: әйел адамның дейді патша болу, яғни әкім, басшы болуы, қазы болу, яғни сот істермен айналысуы, тағы бір үшінші нәрсесі бар еді, қазір кішкене есіме шығып тұр, әскер басы болуы. Үшіншісі сол. Әскер басы болуы оның табиғатына ауыр келеді дейді. Болмайды демейді, табиғатына ауыр келеді дейді. Сондықтан бұл нәрселердің оның жасағаны жөн болмайды дейді. Қазақта сол үшін айтады, ол әйелдің табиғатына өте ауыр. Оңай дейсіз ба? Ондай әйелдер бірінші кезекте ауруға ұшырайды, басқа да әртүрлі жағдайлар болады. Сол үшін айтылған дүние ол. Әйтпесе оған болмайды деген нәрсе жоқ. Және имам Матуриди соны отырып айтады, бірақ әйелдер дін мәселесіне келгенде үкім шығара алады деді. Қажеттілік болған жағдайда. Сол әйелден басқа, мысалға, қандай да бір діни мәселе жөнінде пәтуа беретін адам болмай жатса, ол жерде білікті, білімді ер азамат болмай жатса мәселен дегендей, немесе біреулерге тура содан бір нәрсені сұраса, мынау жөн бе жөн емес пе деп, онда ондай мәселеде ол үкім бере алады деп айтады. Яғни бұл жерде ақыл туралы мәселе. Алла тағаланың еркек әйел деп бөлместен жаралыстарына бірдей беретін, жаратылғандарға бірдей беретін нығметі болғандықтан ақыл мәселесіне қатысты айтып отыр оны. Ақыл, білім, парасат деген дүниеге қатысты айтып отыр. Ал анау нәрселер, сол тамаша сөз бар, табиғатына ауыр келеді деп тұр. Ол рас. Ал енді біз ана жерде болса да құмырсқа туралы айттық, бал арасы туралы айттық. Кейбір елдерде де, кейбір енді тарихта әрине әйел патшаларда көп болды, қажеттіліктен болған жағдайлар болады. Кейбір елдерде тек қана патша әулетінен болғандар ғана басқарады елді. Ал енді әйел адамнан басқа ешкім қалмаса қайтеді? Әйел басқарады, әйелдің уақытша басқаратын кезі болады. Ондай да жағдайлар болады. Немесе бір сондай да бір ел басына күн туған кезеңдер келіп, ер азаматтардың, мысалға, күллі ер азаматтың дұшпан қолында қалып, құл болған, басқа болған кездері болады. Сондай кезеңдерде де әйел басқарады. Қажеттіліктер жағдайында, озып шыққанда, немесе ерінің орнына уақытша, баласы өсіп жеткенге дейін деген секілді ел басқарған әйелдер өте көп болғанда. Өте көп қой ол енді мысалда. Тәкен көп рахмет, айтқаныңыз келсін. Қайшанасызға де көп рахмет. Солай ма? Түсінде сізді көріп, құшақтап, қуандым дейсіз ба? Кешегі Атыраудан сәлем дегенге бізде сәлем беріп қойғаннан соң бір жақсы леп қалған ғой, леп барған ғой жақсы.
қазақша Құранды алып едім. Мына эфирімізді тыңдамағандар тыңдағансыз, бірақ дұрыс неғылмағаннан ғой, пайымдамаған. Алғашқы күннен бастап тыңдау керек еді эфирді. Қазақша Құран алып едім деді. Кеше сіздің эфиріңізді көріп, сұрақ туындап отыр. Құранды оқығанда сонда 2,5 немесе 10 парақ оқу керек пе? Парақ пен параны шатыстырып отырсыз біріншіден. Арнайы тоқталатын белгілер бар депсіз, оларды сақтамай оқуға болмайды ма, болмай ма деген сияқты айтайын дегенсіз ғой, Біріншіден, ол сөз сіздің қазақша Құраныңызға мүлде қатысы жоқ. Арнайы тоқталатын белгілер ол тек қана арабшасында. Сіз арабшасын емес, қазақшасын оқып отырсыз ғой. Қалауыңызша оқи беріңіз. Екіншіден, біз міндетті түрде күніне 2,5 пара, 10 парадан оқу керек деген сөзді айтқан жоқпыз. Күніне 2,5 парадан 10 парадан оқысы келетін адамдар үшін деп айттық. 30 күнде Құранды бітіргісі келетін адамдар үшін белгіленген деп айттық. Әрбір сөзге мән беру керек. Сонда сұрақ қалмайды. Әр эфирді 10-20 рет қайталап тыңдаңыздаршы, Құдай үшін. Сіздер үшін ғана ғой, сіздер үшін ғана. Аста төк пайдасы бар. Аста төк білім аласыз. Әр сөзге мән беріңіз. Әр сөзге сақ болмасақ, бізде бұл жерде отырмаймыз. Әр сөзге мән беріңіз. Ол тағы да қайталаймын, жақсылап тұрып айттық. Неге ол 30 параға бөлінген? Құран 30 бөлікке, теңдей бөлікке бөлінді. 30 күнде аяқтағысы келген адамдар үшін. Күніне бір бөліктен оқуына жеңіл болсын делінгендіктен. Ол 30 бөлік 60 өз ішінен тағы да бөліктерге бөлінді. Іштей хизб деп аталатын. Ол неге? Bir бөлігін таңертең, қалған бөлігін күннің қалған бөлігінде оқып тастау үшін. Ол да өзінің ішінен қалған күннің қалған бөлігіндегі 4 намазға, таңертеңгі намаз 1 бөлік, 5 намаз ғой. 4 намазда бөлу үшін әрқайсысы 4-ке бөлінді, яғни бір ширектен әрқайсысына бөліп қойды. Не үшін? Әр намаздың кезінде бір оқып тастау үшін. Ол намаздың үстінде арабша Құран оқи алатын қарилар үшін қойылған нәрсе. Немесе намаздан кейін, намаздың үстіне мүмкін қысқа ғана сүрелеріңізді оқып қоярсыз. Ол міндетті емес қой, бәрін оқып тастау. Намаздан кейін отырып, арабшасынан әр намаздан кейін осынша оқиыншы. Осы Рамазан айында, мәселен, таңертең жаңағы айтқандай, бір хизбті, кешкісін бір хизбті оқып тастайын деген ниетіңіз болса, оқырсыз. Ол сондайға адамдарға арналған дүние. Алла, қазақшада шеріңізге тоқтай алмайсыз ғой, ол арабшасы үшін айтылған дүние ғой. Өзі қазақша орам болса. Бойымда қорқыныш үрейден қалай құтылуға болады? Тура сондай, қорқыныштан қалай құтылуға болады деген бір 10 шақты эфиріміз бар, сол жерден оқи салыңыз. Саналы өмір тренингіне де бар, сол жерге қатыса салыңыз. Сатылымда тұр. Мынау кім екен? Ақмоншақ апай деген, Алтынгүл. Бір-бірлеріңізге жазып жатырсыздар ма? Жарайды. Әпке дейді, адам мен жердің құрамы ұқсас дегені дұрыс, соған дұрыс дейсіз ба? Соған олай, ғылым дәлдеп қойған нәрсе ғой. Ғылым дәлдеген дүние. Соған орай қазір черный мед дегенді естіңіз бе? Ол да жерден түбінен алынып істелінеді дейді, естіңіз бар ма? Естідім. Бірақ жердің түбінен алынып жасалып жатыр ма? Оның технологиясын көзіммен көрген жоқпын. Көзіммен көрмесем, мен ештеңеге сенбеймін. Басқалар да солай шығар енді. Адам көзімен көрсе, немесе технологиясы әдемілеп жазылып қойылса, оны өндіріп жатқан жерлер бар болса, өтірік айтпаған шығар енді, рас шығар. Ол көзбен көру керек. Көзбен көрген кезде ғана белгілі. Менде енді, мысалға, черный медтің технологиясын аңдып, ондай қажеттілік болған жоқ менде. Қажеттілік болған жоқ. Бір күндер қажеттілік болып қалса, қарап көруге болады. Барып, көзбен көру керек. Немесе, егер оның видеолар басқалар бар болса, технологиясы қалай өндіріліп жатқаны, жер астынан қалай шығарылып жатқаны бәрі көрсетіліп жатса, бүкіл химиялық формулалар бәрі келтіріліп қойылған болса, ол жерде олардың қанша уақыт қолданғанда, қандай ауруларға ем берілетіні кәдімгі медициналық жолмен толық дәлелденсе, неге сенуге болмасын? Сенуге болады. Ол үшін соған қызыққан, соны керек қылған адамдар қарауына болады. Маған әзірге ондай қажеттілік туындап тұрған жоқ. Жайнамаз тозып кетсе не істеуге тастауға бола ма деген сұрақ бар екен. Бұрын да жауап бергенбіз. Бізде көп жағдайда қазақ енді тастағысы келмейді ғой, тастағысы келмегендіктен, мәселен, көрпе-көк дегенде соның ішкі астары ретінде қойып жіберіп жатады. Көбіне сөйтеді. Енді қазіргі заманда қайтесіз, соны тастайтын кездер болады, бірақ көп жағдайда бізде баяғы өртеп жіберу деген нәрсе, аяқ асты болып, қоқысқа түсіп кеткеннен гөрі солай болсын деп, шамасы келетін мүмкіндік бар адамдар солай істейді. Немесе баяғы мәселен Құран аяттарын жасаған секілді ескі үйлер болады ғой, ескі қоралар, солардың қыштарының, табиғи таза қыштарының арасына қоятындар болады, өзі шіріп жоғалсын деп. Немесе бір таза адам аяғы баспайтын жерге көметіндер де болады. Бұл қайсысына сіздің мүмкіндігіңіз бар? Соған көбірек байланысты. Алла.
сәлемес пе, екі өзеннің бірге ағып, бірақ ешқашан қосылмайды. Екі өзен емес, екі теңіз. Соның тарихы мәні неде? Олар қалай тарихы неде? Бір сұрақты қайталай берсін, сұрақты асықпастан, дұрыстап, сауатты түрде қоюды үйреніңіздер. Екі өзен емес, ол екі теңіз, және ол жер шарының бірнеше жерінде бар болып шықты. Атам оның тарихы жоқ, ешқандай да тарихы жоқ. Жай ғана Құранда сол туралы айтады. Алла тағаланың екі теңізді жаратқан, олардың бірге ағып жатқан күйінде де қосылмайтынын көрмедің бе? Арасында кедергі бар сияқты, бейне бір көзге көрінбейтін кедергі бар секілді, олар қосылмайды деп. Ондай теңіздің бірнешеуі бар әлемде. Ең бірінші кезеңдерде осы Босфор кім емес, кімге кейін келеміз. Босфор теңізімен Босфор теңізіндегі бір соған қосылатын теңіздің су туралы айтатын. Сол жерде екі түрлі теңіз бар екен, бірінің суы ащы, бірінің суы тұщы, сол туралы айтылған деп. Ал енді кейін жай ғана қарап келіп жіберсеңіздер, қазір неше түрлі нәрселер ашылған ғой. Суы екі түрлі теңіздер көп болып шықты. Түсі да, бір жағының түсі мысалға ашық жасыл болуы мүмкін, бір жағының түсі қызғылтым болуы мүмкін, немесе бір жағы сары болуы мүмкін. Осындай түсі әртүрлі болып келетін бірнеше теңіздер бар екен жер шарында. Және жаңағылар шынымен өмір араласпайды ғой. Сол бір белдеуде, тура сол белдеудің бойында мына жағы қызыл, мына жағы жасыл болып жата береді. Араласпайды. Екі түрлі су. Ал анау айтылған алғаш неде болса, ол бір тура сол жерде кедергі болып қойғанда, бір жағы ащы, бір жағы тұщы. Суларының дәм араласып кетпейді. Бұндай нәрселер көп. Немесе мынадай да бір не бар? Екі теңіз бар, шығанақ сияқты кішкене ойықтан қосылады да, ойықтан қосылып жатады суы. Бірақ тура екеуі бірін-бірі магнит күшімен кері теуіп жатқан секілді араласа алмайды сулары. Кеп тұрған күйде екеуінің кішкене түсінде басқа айырмашылық бар ғой, құрамда айырмашылық бар. Келіп тұрған күйде екеуі екі жаққа қарай бірін-бірі теуіп жатқан сияқты кері кетіп жататын теңіздер бар. Өте көп мысалдар бар екен ондай. Алғашқы кезінде біреу ғана деп мәз болып жүретін еді, мысалға 90-шы жылдардың бас кезінде кешегі өткендегі айтқан Илахи мұжизалар деген кітаптар шығып жатқанда, немесе Аднан Октайдың Обман эволюция кітап шыққанда, сол бірақ теңіз туралы айтылатын еді. Кейінірек көп нәрселер шықты, көптеген мысалдар пайда болды. Құранда тек бір ауыз сөзде, аятта солай айтылады. Ол жерде отыра қалып теңіздің тарихын ешкім айтпайды. Бірақ жаңағы секілді әлемде талай қызық бар. Сондай нәрселер бірінен соң бірі көрініп жатыр. Айгүл, рахмет. Базаркүл апай, сізге де рахмет. Қазір әлі Ақтөбені сұрап отырсыздар ма? Әрбір филиал директорларымен болған біздің эфиріміз тұр ғой. Филиал директорларымен тікелей сұхбат деген. Сол жердің астында бәрі телефон түгел тұр ғой. Біздің Базаркүл апай, Балзипа апайға арнай телефон соғып айтасыз-ау деймін. Мына қосылыңыз мына эфирге, кіріңіз осы күндері деп. Ең болмаса ертең кірсін, оқырманға бір таныстырып қояйық. Айнұр, рахмет. Жанайым, баршаңызға рахмет. Ануар, нені айтып жатыр? Сол жайлы айтасыз ба? Сіз араб тілінде Құранды оқып шыққансыз ғой. Сіздің сұрағыңыз бір жақта қалып кеткен ғой енді бас жағы. Мына жерде кесіліп қалған қаншама сұрақ қойды. Сіздің не туралы айтып жатқаныңызды мен қайдан білейін? Сұрақты тұтас қойсаңыздар, тұтас бір жерде толығымен жазыңыздар. Сосын жауап береміз. Тігіншілер көп болса, сол процестен ләззат аласыздар ма? Сол туралы жазсаңыздар. Рахмет, Қайшана. Өте сауатты, есті, саналы, дұрыс жауапты тек сіз бере аласыз. Психологтар адамдарды адами болмысынан айырып, мүгедек саналы емес, жалпы санасыз болып қалады ғой ол кезде. Санасыз, қазақ қылып жатыр десе дұрыс болады. Өздеріне мотивируйте деп бір нәрсе сыйлап қойып дейсіз ба? Енді әркім әртүрлі ғой. Қазір тағы да қандай сауалдар бар екен деп төменге түсіп келе жатырмын. Көп рахмет. Жанайым Кәрібаева, көп рахмет алғыстарыңызға. Бақытгүл Рүстемова, рахмет. Қанекей сауалдарыңызға келейік. Көп оқыңыз, сонда сондай сипаттар болады. Көп оқыңыз, көп ізденіңіз. Бәрекелді, мынау бір жақсы нәрсе екен.
ыдыс жусам да, үй жинасам да, тігін тіксем де, тамақ жасасам да, әдемі киініп боянсам да ләззат алады екенмін. Осыңыздан айырылмаңыз. Бұндай нәрсенің бір қиыны уақыт өте келе, адам жасы ұлғая келе көп нәрсенің дәмін сезбей қалады да. Әсіресе гормондардың қызметі баяулағанда адам көп нәрседен айырылып қалады. Айырылмауға тырысыңыз. Осы қалыпты сақтауға тырысыңыз. Қалай намазды бастасам болады деп ойланбай бастаңыз. Тұрыңыз да қазір оқып кете салыңыз. Оп, оңай. Дамира, дұрыс, топырақ сипаттаймын. Жарайды. Тағы да 1,5 сағат отырдық. Баршаңызға көптен көп рахмет. Бұйырса ертең күні тағы да тікелей эфирге кездескенше аман есен болыңыздар.